Мен всегда айтып жүрем, даже шәкіртің саған бірдеңе үйрете алады деп. Бағасын көтергіңіз келсе, біріншіден сіз құндылық беру керек. Үш спичкасының біреуін бала қағып құлатты, сынды. Болды, анау жоқ. Ол жерде әңгіме, бар фотографтар, нормально арзанға түсіріп отқан бар фотографтар, бірақ ол өзінің құнын түсінбей арзанға түсіріп отыр да. Износ за свою ущерб түсіріп отыр. Бірақ ол жерде той иелерінде кінәсі жоқ. Таныстарға да айтамын да. Мен қазір өз бағамды айтамын деймін. Сосын сен оған қиналып тұрсаң, айт қандай сума саған ыңғайлы деп та. Мысалы, егер реально менің фотограф ретінде емес, адам ретінде мен көмегім керек болып тұрған болса. Жастар басқармасы ұсынады. Барлығына ассалаумағалейкум. Қош келдің. Қош көрдік. Подкаст енді бұзау деп аталады. Басында түсіндіріп кетем. Сиырдың басына туған күн, бұзаудың да басына туады дейді. Яғни қазір біз осы уақытқа дейін, 32 жасқа дейін кішкентай кезімізде қандай қателік жасадық, қандай жақсы нәрселер жасадық, неден сабақ алдық, сол туралы әңгіме болса, мамандық қалай таңдау керек. Жалпы кез келген оқиға айта берсең болады. Бәтеңке таңдауда да, киім таңдау, әйел таңдау, өзіңе не ұнайды? Жалпы жастар қазір не білу керек деген сияқты ой болып жатса, егер мен кішкентай кезімде болсам, маған ағам өйстіп айтқанда, мүмкін мен ол қателік жасамас едім, немесе тезірек кетер едім деген сияқты мәселе да. Сразу неден бастағым келіп тұр? Неден? Не үшін басқа елге саяхаттауға құмарсың? Қалай сен 3 ай Түркияға барып тұрып келдің? Сол туралы. Не үшін бару керек? Мүмкін жастар қазір қиналып жүрген адамдар болса. Түсінікті. Саяхаттау деген енді мен жалпы кеш саяхат бастадым деп өзіме былай баға берем да. Мен кеш бастадым деп. Себебі бұрын енді 2012 жыл той саласына фотоға келген болсам, 2014-2015 жылдары менде былай жақсы табыс болды. 2015-тен ары қарай мысалға 500 мың теңгені просто Алматыға барып сауып жүретін кездер болды да. Жай, мысалы Алматыны мен енді ай сайын көріп тұрамын да. Ай сайын мысалға ортасына 2-3 ай салып барып тұрамын деген сияқты. Съемкамен барасың. Ал Алматыға барған саяхатқа жатпай ма? Жатады, ол да саяхат, бірақ былай айтқанда бір көрген жерді қайта көріп отырмын ғой енді. Сол ақшаны еще ол уақыттарда бір қызығы көбіне шетелге бару мүлдем арзан болды. Билеттер арзан болды, турфирмалармен бару да арзан болды. Бірақ ол уақытта менің миымның ішінде шетел деген вообще андай жоқ болды. Біреулердің барып келіп жатқанын естимін. Типа анда барып келіпті, енді ол уақытта Турцияға барып келіпті, Дубайға барып келіпті, Таиландқа барып келіпті деген әңгімелер естимін. Енді Европаны көп естімеймін. Бірақ әйтеуір адамдар шетелге шығып жатқан білемін. Даже әкемнің өзі де 1-2 рет шетелге барып саяхаттап келді. Сол уақытта менде бір шетелге шығу керек деген бір андай құлшыныс та болған жоқ, және ойда болған жоқ. Мүмкін емес сияқты болып көрінді тіпті. Реально андай как будто бір 5-6 миллиондап кететін жер сияқты болып көрінетін андай елестеген кезде. Жоқ, на самом деле Алматыға 500 мың кетті ма, мысалы қыдырып жүруіне дәл сондай сияқты, даже одан да арзан шығу мүмкін еді деген сияқты. Сосын кейін съемкамен 2017 немесе 2018 жылы айтып отырмын, мен кеш шықтым шетелге деп. Турцияға бардым, Стамбулға. Съемкамен, былай айтқанда менің ақшама емес, былай айтқанда тегін бардым. Ол кезде енді өзім бір $500 алып кеттім. Сол уақытта ол кезде лираның да құны нормальный кезде 80 теңге бір лира. Турцияның жағдайы жақсы кездер. Сол кезде $500 алып кетіп, $300 қайтып келдім ғой, $200 құртып келдім. И сол нәрсе миымда көп нәрсені сындырды да. Айтқанда, қалай ол деген сияқты. Енді мені біреу алып барғасын, такси, гостиница деген сияқты көп нәрселерді маған төленіп тұрды ғой енді. Ал мен тек қана өзімнің былай айтқанда қалауыма ғана төледім да. Мысалы, обедті алып береді, ал былай сок ішкім келеді, бүйтіп ішкім, мороженое жеймін деген сияқты нәрселер енді құттай бала сияқты. Ол өзімнің ақшамнан болды да. Сосын киім алу мәселелерінде өз ақшам алды. Бірақ солай шыны керек жүрген кезде не нәрсеге құртатынды да білмедім. Ол жерде былай айтқан $300 мен қайтып келдім, $500 алып кетіп, $200 құртып келіп отырмын. Сонда ешкімге де ештеңе алмағам бір аптаға. Одан кейін бір
бірақ ол жұмыспен барғасын кішкене жұмыстың бір қиындықтары болды, нелері болды, бірақ Стамбул маған қатты ұнаған жоқ. Андай бір негативпен қайтып. Жаңа жұмыстың нелері негативтері болды ма, әлде жұмыспен жүргесін болды ма, бір андай бір аса бір ол жерде ойнаған бір факторлардың бірі мына Қазақстаннан ұшатын кездегі бір жағдай болды айтпақшы. Паспорттың срогы, андай паспортта андай тема бар негізінде. 6 айға дейін, мысалы, сенің срогың өтейін тұр ма, 6 ай уақыт болатын болса, сен как будто сол срогың өтіп кеткен сияқты болып есептейді. Ал менікі сол 6 айға нормально тұр, негізі уақыт бар, бірақ қайтып келетін кезде типа 6 айдың ішіне кіріп кетейін деп тұр да. И ол негізінде ол жерде ұшыра береді екен, бірақ типа әңгіме айтты да оған да. Мен қайтып келетін кезде уже срогым 6 айға енді кіреді да, бірақ шығып кетпейді срогым. Ал ұшыратын уақытында 6 айға кіріп тұрған жоқ. Сол жерде посадочный талон беретін қыздар біраз мен әбігерге салды, былай айтқанда. Болмайды, анау, мен уже андай ғой, Турцияға ұшайын деп жатсың, өміріңде бірінші шетелге ұшайын деп жатсың, андай уже үйдегілермен давай деп кетіп қалғансың ғой, енді қайтып келіп тұрсаң біртүрлі ғой. Команда армандап, қиялдап. Сол кезде реально жалындым, өткізіп жібере қойыңдаршы деген сияқты да. Енді барғым келіп баратыр. Мен үйдегілерге давай деп айтып қойдым. Сосын ана жерден бір қыздар айтады да, типа, алдында бір апаны өткізіп жібердік қой, давай өткізіп жіберейікші, анау бірдеңе дейді да. Соны естіп қалдым. Мен соған естіп алып, соған жабысам ғой, әне айтып жатыр ғой. Жоқ, болмайды, сені қайт. Мына сөзі ұнамады да. Қазір біз ладно өткізіп жібереміз, проблема жоқ дейді да. Сені Турцияда кіргізбей қояды осы үшін дейді да. Сосын былай қарасаң, олар пограничниктер емес, посадочный талон беретін қыздар ғой. Солар қинап тұр да. Соны бірден қылып посадочный талон берді. Қазақстанның пограничниктерінің қасына келген кезде олар маған өйтіп не істеген жоқ. Олардың айтқан сөзі, жалпы ертең келген кезде сұрағыңыз өтейін деп тұр, келгеннен жаңа паспорт жасатып алыңыз деді. Болды, осы сөзді айтты біздің Қазақстан. Ол кезде сақал жоқ, көп сөйлемейді енді. Сосын өтіп кеттім, енді сол барғанша андай болды ғой, типа видео түсірем, андай контент жасайын, бірдеңе бүйтем, дымға желание болған жоқ. Потому что манағы сөзім мазалап, прикинь, мен барам Стамбулға, кіргізбей қойсашы деген сияқты. Обратно қайтарып жіберсе, жалғыз өзім кетіп батсам сүмірейіп та ғой, беспонтовый ғой. Сол стресс болды. Қашан мен ана Турцияның посадочный паспортный столына келіп, печать соққанға дейін менде стресс болды. Аэропорттан шыққаннан кейін сезіндім мен шетел келгенімді. Оған дейін андай, былай айтқанда стресспен, жаңа уайыммен бардым да. Вообще сөйлегім келмей, әңгіме айтқым келмей, үндемей, қалай болады екен деген сияқты. Сол нәрсе мүмкін алғашқы эмоция бұз жіберді ма деген сияқты ой келеді да. Ана представление болады адамда. Негізінде көп нәрсе әсер етеді сол. Мысалы, көп адамдар шетелге бірінші рет шыққан кезде всегда айтам, бір күшті ортамен барыңдар, күшті турфирмамен барыңдар деген сияқты. Себебі бірінші представление адамда вообще андай восхищениемен барады ғой, шетел деп та. И сол жерде бір турфирманың косягымен немесе қасыңдағы адамдардың атмосферасымен бұзылып кететін болса, как будто шетел саған жаман сияқты болып қалады. Жұмыспен бармау керек. Иә, жұмыспен бармау керек. Бірінші рет барып. Жұмыс болса жұмыс, демалыс болса демалыс болып, екеуін бөлек қылып. Ал кейін уже шетелде уже нормально қабылдағаннан кейін жұмыспен барасың ба, басқамен барасың ба, өзің барасың ба, проблемамен барасың ба, уже жалпы әлі шетелге түсінігі қалыптаспаған адамға жалпы бірінші поездкасы күшті болған жақсы да. Айналасындағы нәрселерде әсер етеді, адамдарда, турфирмада деген сияқты да. Ал қасыңда андай негативный адамдар жүретін болса, сәл бір нелерге, қалай айтсам болады, сәл бір кедергілерге жылай беретін болса, онда сенің сапарың, былай айтқанда, өзің жайлап негативті сіңіре бересің бойыңа. Сол мен бірінші сапарым, бірақ негізі бірінші шетелім Турция емес, Бишкек болған. Анам саудамен айналысады. Сол кезде кішкентай бала күнімде Бишкекке алып барған саудамен. Ол кезде бірақ түсінбеген соң түсінбеймін, иә, ол кезде білмеймін, бірақ андай әйтеуір алып барды, базарда жүрдік қой тек. Жалпы алғашқы өзімнің ес білгендегі шетелім сол Стамбул болған. Енді саяхатқа шығудың өзі деген риск қой жалпы. Сен барасың, не күтетінін білмейсің, ол жақта қандай адамдар кездеседі, не болады, тамағы ұнай ма, ұнамай ма, орып қаласың ба деген сияқты да. Осы риск деген сөзді пайдаланып, мен басқа тақырыпқа секіргім келіп отыр. Қандай? Мен білем,
тойда өте ақша көп. Сосын өзімнің де басымнан өтті ғой, сол өзіңнің ақша тауып отырған жеріңді тастап басқа салаға немесе сол саланы ұмытып кетіп қалу өте қиын да. Сосын ол жерде мәселе бар, адамға ұнасын ұнамасын, комфортно сезінсін, ол жерден мана орысша айтқанда ләззат, кайф алу деген мәселелер жоқ. Тек қана ақша үшін жұмыс істеп жүреді ғой көп адам. Сенде сондай ситуация болды, сен тойда жүрдің, бірақ Ақтаудың да ең мықты, ең көп ақша алатын фотограф болып жүрдің ғой, сұранысқа ие. Алдың да, тастадың да, кетіп қалдың. Сол уақыт қалай болды, не өзгерді, түсінігің қандай болып өзгерді? Қазіргі дәл сондай тойда жүрген фотографтар болса, видеографтар болса, оларға қандай ақыл кеңес айта аласың? Мен тойды қоятын жыл так 2021 ғой. Негізінде былай болды, 2019 жылы 2018-2019 жылы жаңа айтқандай Алматыға жұмыспен көп активно барып жүрдім. Негізі Алматыға жұмыспен 2014-тен бастап бардым. Алматы студияларда жұмыс жасадым, тойға шықтым Алматының. Былай айтқанда Алматыдан көріп келем де, Ақтауға алып келем сол нәрселерді. Алматыдан көріп келем де, Ақтауға алып келем, потому что Ақтауда Алматы жасап жатқан нәрселер Ақтауда болмайтын. Сол үшін мүмкін содан болар. Алматым менің как будто бір мастер-классым сияқты болды ғой. Өсуге деген ан жақта новый бірдеңе көріп келем, мында алып келем, и атып кете береді. Ан жақта мысалы фотокнига, пакетпен беру деген нәрселер Алматыда менде сол жерден көріп алып келдім бүткіл нәрсені. И 2015 жылы дәл солай Алматыдан 2014-те Алматыда жұмыс жасаймын, 2015-те мында келем, и сөйтіп былай айтқанда көп нәрселер алып келіп, жұмысым жүре бастады. Ал енді тастап кету мәселесіне келген кезде 2019 жылдары, 2018 жылдары Алматыда жүрген кезде бір басқа қырымнан өзім байқағым келеді. Ол байқағым келген қыр, режиссерлық қыры былай айтқанда қызыға бастаймын. Себебі фотография деген жалпы кадр ғой негізінде. Мен всегда айтып жүремін, жалпы кез келген мықты видеограф болсын, кинооператор болсын, барлығы изначально фотодан бастағанда. Жалпы біздің өмірімізде де, Қазақстанда да ондай адамдар бар, тұлғалар бар, который фотодан бастап, кейін кинооператор болып кеткен. Енді сол уақыттарда сондай бір қызығушылық болды. Қазір ол қызығушылық менде қатты жоқ. Бұрын бірақ қатты қызықтым. Сосын андай сол танымал адамдардың ортасында жүру деген бір қызығушылықтар болды. Оны да көрдім, жүрдім деген сияқты. Сол уақыттарда тойдан кеткім келді. Бірақ ана жерден маған ақша келмегесін, тойдан көбірек ақша келіп тұрады. И тастап кете алмайсың. Сосын карантин бәріне белгілі, ол маған кәдімгі үлкен көмек. Жалпы карантин мен үшін негатив емес. Позитив та. Карантинде үйлендім, карантинде тойды қойдым деген сияқты. Маған былай айтқанда адаптировать етіп кетуге үлкен плюс болды. Себебі просто барлығында той жоқ, и все болды. Андай ойлануға көп уақыт болды. Ешкімде той жоқ, и сен енді басқа затпен ақша табу керексің да, басқа нәрсемен, басқа бірне, былай айтқанда сенде пауза бар, каникул бар. Сосын 2021-де де той түсіріп жүрдім. Менің соңғы решением жасалатын, және мен өзім былай айтқанда азаматтық көзқарасым дейді ғой. Мысалы енді бізде тойда реально мәдениет жоқ қой. Ішіп алады да, бергел сен, бірдеңе деп андай түкіріп сөйлеп, мысалы реально андай қазір мәдениеттілеу қылып айтып отырмын. Негізінде фотографтарға құрмет жоқ қой. Құрмет жоқ, ол маман андай бір білмеймін енді қандай деңгейге дейін түсіруге болады, басқа бір мамандыққа жамандаған емес, бірақ құрмет жоқ реально. Құлық сатып жүрсің. Сен бірден андай қысып ұстап алып, сені нәйжет етіп, мысалға ішіп алып, сондай түрлі нәрселер болады. Ол жерде уже адамның ішкі тұлғалық несі оянған кезде намыстанады. Неге құрметтемейді деген сияқты да. Сол 2021-де екі фактор қатты рөл ойнайды. Ол бірінші фактор, ол жаңағындай сол ортада жүру ұнамай бастайды. Екінші фактор, мен жалығып бастадым тойдан. Мысалға, біреудің тойына барам, мен отырам, мен фотографпын, мені шақырды, білдей фотограф деп та, мысалы, еще қарайған ақшалы отырмын. Мен күшті әдемі кадрларды көріп тұрам, бірақ түсіргім келмейді. Мен айтам, мысалы, ананда жерден бүйтіп кадр алса, әдемі кадр шығады. Мен білем, опытым бар. Бірақ түсіргім келмейді.
ол жерде қазір жас бала жүретін болса ол түсіреді оны, потому что интерес бар ода. А менде интерес жоқ. Сосын өзіме айттым, что-то мынау бұлай болмайды, ертеңгі күнде мен той саласынан андай бір жаман атпен кетіп қалайын деп тұрмын дедім да. 2021-нің августында 2 тойды түсірдім, абыроймен атқардым, былай айтқанда қиналып жүрсем де түсіруім керек, істеуім керек деп. Сентябрьден ол заказдар келіп жатырды, сол ортада заказдар алған жоқпын. Августте 2 той атқардым да, сонымен полный тоқтаттым, ешқандай заказ алған жоқпын. Бірақ қызық сол уақытта сынақтар келді, именно тойға заказ көбейіп кетті. Еще бұрынғы клиенттерім звондап алып мынандай әңгіме айтады: мен тойды қойдым десем, давай мен саған қосып төлейін деген әңгімелер болды да. Қызықтырып па? Иә, қызық, өмірде шыны керек ондай әңгімелерді мысалы менің тарапыма айтылған емес, қосып берем деген да. Мысалы заказ келеді, бағыңды айтасың, скидка сұраған болды дейсің ғой, қосып берем деген. Ал сонда таң қаламын да, не үшін сондай бір нелер болды да, былай айтқанда ақшамен майнд ету деген сияқты. Сол мен інім үйленіп жатыр, осындай мен айттым, мен түсірмеймін, фотосессиясын жасап берейін, бірақ той түсірмеймін, тойға шықпаймын ресторанға дедім. Давай мен саған үстіне ақша қосып берейін. Там бір гонорарыңның жартысын, 50%-ын қосып берейін деген сияқты әңгіме ғой. Вполне нормальный, адам қызықтыратын ақша да. Бір таңертеңнен кешке дейін 5-6 сағат жүрдің, и сенде нормальный сумма ақша бар деген сияқты. Жоқ, ол жердегі нем өзімнің принципімде тұру болды. Қаншалықты мен принципиальный адаммын деген сияқты. Принципте тұрдым, бірақ реально ойла, үлкен сумма ақша тауып жүргеннен сенің табысың 20%-ке дейін төмендеп кетеді, 100%-тен ойла, 20%-ке мысалы миллион тауып жүрсең, сен 200 мың тауып қалдың деген сияқты. Или 10 миллион тауып жүрсең, там 2 миллион тауып қалдың. Үлкен разница да ол. Дәл сондай, даже одан да төмен табылды сентябрь айында. Одан кейін бізде Ақтауда, енді өзің білесің, кәсіпке қарай кішкене көбірек көңіл бөліне бастадық. Мысалы, ресторандар, кафелер, енді өзің білесің, өзің бастауыңда бірге бастадық почти что. Сол кезде сіздерден ұсыныс келді ғой. Жаңа Махмуд бар, сен барсың, жаңа Шамраттың несін жүргізіп бастадық. Түсіріп бастадық фотосын, тамақтарын. Енді оның алдына негізі түсіріп жүрмін негізінде, бірақ видео түсірген жоқпын. Негізінде фотоны ресторандарға жаңа тамақтарын түсіріп беру, басқаларын істеп беру, ол бұрыннан бар, разовый заказ ретінде. Ал бұл жерде енді кәдімгі тұрақты сол ресторанмен жұмыс жасау деген сияқты, сол кезде видео түсіру уже сол кезде басталды, былай айтқанда. Бұрын видеоны түсірем, бірақ таза өзім үшін, өзімнің кайфым үшін, былай айтқанда. Өзім бір затты түсіргім келеді, түсірем. Home видео. Кешіресіздер, мына жерден қиып тастау керек. Өзіме ұнаған нәрсені түсірем. Мысалға, өзімнің саяхаттап жүргенімді, немесе өзімнің бір табиғатпен бір идеяларымды түсірем. Біреу звондайды, сен видеоңыз күшті екен, типа заказ берейікші. Жоқ, мен ондай коммерческий түсірмеймін. Себебі коммерческий алуға менде андай жауапкершілігім рұқсат берген жоқ. Себебі сен қазір бірдеңесін білдіріп алсаң, сен профессионал деңгейдегі видеограф емессің, сен лучше алма деген сияқты да. А ол жерде любительскийдің күшті шығуы, просто ол жерде басшы өзімнің көңілімнен шығатын нәрсені жасағандықтан, ол жерде ешқандай не болмайды да, андай қиындықтар болмайды. Потому что, косяк жасасаң де осылай ұнайды маған деп қабылдай бересің. Сондай сияқты өзің заказчиксің. Ана жерде біреу заказчик болғасын, оның көңілінен шығу керек. Ол жерде сенің өзің профессионализм жетпей қалса, ал егер де мен бірден начинающий видеограф болып бастаған болсам, мүмкін мен кете берер едім да. А менің 10 жыл бойы қалыптасқан фото әлеміндегі жауапкершілігім анаған рұқсат бермей тұрды да. Типа болмайды, істеме, өйтіп ол типа әділетсіз деген сияқты. Сосын сіздердің тараптарынан ұсыныс келген кезде былай айтқанда уговорить еттіңдер ғой еще. Давай істейік деп. Сол кезде кішкене андай неге көрмеске деген сияқты кішкене сенімділік пайда болды. Бастап кеттік сол кезде. Қара, ол жерде андай ғой, 80% ақшаңнан айырылып қалдың ғой енді. Өзің бас тарттың негізі да. Енді сол шешімге қалай келген дұрыс? Алдын ала жоспарлау керек па? Мысалы, вот мен қазір тойды тастаймын, яғни 80% кетеді, 20% жобамен қалады. Басқа жұмысты тауып алып кету керек па, әлде набум кетіп қалу керек па? Енді оның бір формуласы бар ма, әлде
бұл жерде бастауға қалай болады, бұл жерде айта берейін ба? Негізінде бұл жерде таза көмектескен нәрсе дін. Себебі мен басқа біреу адам тоқтатамын десе, жоспарлаған дұрыс шығар. Бірақ менің тарапымдағы тоқтату таза діни не болды, көзқарас болды. Себебі мысалға мен Алла разы үшін арақ ішетін жерлерде жүрмеймін деп өзіме сөз бердім. И міндетті түрде сыналатынымды да білдім. Типа ақшамен жаңа айтқандай ұсыныстар келді. Болмайтын ұсыныстар. Маған айтып отырмын, жаңа мен үшін бір қызық тылсым бір нәрсе болды. Неге бұрында маған ешкім ұсынған жоқ ондай ақшаны, неге енді ұсынып жатыр? Даже мен иә деп айтып көрсем де ол заказ бермеуі мүмкін, бірақ айтып аузынан шығып тұрған сөз ана адамның. Өтірік әңгіме емес, шынымен ұсынды да. Айттым, оның бәрін білдім, мен сынақ болып жатыр деп та. Типа мен өтуім керек мынандай. Экзамен болып жатыр ол айтқанда. Сен шынымен де менің разылығым үшін тастадың ба деген сияқты ғой. Ал көрейін, ал міне адамдар жіберді. Бірақ сынағым Аллаға шүкір ұзаққа созылған жоқ, 1 айға созылды. Содан кейін өзі жайлап басқа жақтан нелер келіп бастады. Енді қара, кеше де сөйлестік қой енді осы подкасттың алдында. Бірақ сен 12 жыл фото саласында жүрдің. 4 жылдан бері видео түсіресің, бірақ өзіңді видеографпын деп айтпайсың. Айтпаймын. Енді қай уақыттан бастап адам өзін сол саланың адамы деп айтуына рұқсат беру керек? Әркім ол барлығында бар ғой. Мысалға маған көп ұнамайтын нәрсе, бір салада бір 6 ай жұмыс жасап біреуді үйретіп кеткен маған ұнамайды. Түсінемін, сен қазір видеоға ешкімді үйретпейсің, мүмкін мүлде үйретпей кетесің, себебі сен видео түсіріп жүрсең де видеографпын, видео түсіре алатын адаммын деп те айтпайсың да. Тіпті заказда алмайсың оған. Жекелей келіп жатса да. Сол қай уақытта берілу керек, сен өзіңе қашан рұқсат бересің? Не болу керек сен рұқсат беру үшін? Ол енді әркім, әр адамның, мысалға жаңа сен айтып отырсың, 6 ай жасатты осындай, ол адамға да ренжи алмаймыз негізінде. Ол өзінің жеке өзінің принцип. Қазір қоғам былығып жатқанда кімнің не істеп жатқанына қалай бірдеңе айтасың? Неше түрлі методпен зат сатып жатқан адамдар бар, неше түрлі инструмент қолданып жатқан бар, ардан ұяттан кетіп жатқан адамдар. Ол әркімнің өзінің былай айтқанда принциптары да. Енді менің принципімде мен мысалы маған айту қиын өйтіп та. Себебі элементарно қара, мен фотода 7 жыл жүрген кезде маған бір адам келді фотоны үйретші деп. Мен ол адам әлі дайын емеспін деп қайтарып жібергенмін. 7 жыл фотода жүрген кезде. Мен примерно есептейтін болсақ 2018-2019-дан бастап үйретіп бастадым фотоны. 2012-ден бастасам примерно бір 8-9 жыл болғаннан кейін. И то спрос көп болып кеткен кезде. Ал оған дейін үйрететіндерім тек қана маған жұмысқа алып, қасымда жүрген адамды шәкірт ретінде, былай айтқанда менің жұмысшы ретінде, ассистент ретінде ғана үйрететін, былай арнайы біреудің ақшасын алып, сабақ қылып, программа жасап өйтіп үйреткен емеспін да. И оған да сол жаңағыдай жауапкершіліктердің әсері ғой. Типа біреудің ақшасын алғасын действительно дұрыс нәрсе беру деген сияқты ғой. Ол проф болып шығу үшін. Или проф болып шығу міндетті емес па? Жоқ, проф шыққанда мен қазіргі үйретіп жатқанымды де ол адамды проф қылып жіберу емес. Мен былай айтқанда бастауыш мектептегі әліпби үйретемін ғой. Бастауыш пәнінің мұғалімі ғой былай айтқанда. Мысалы камера деген не, объективтер қандай болады, жарық дегеннің түсінігі қалай, базысы да. Базысын түсініп алған адам уже ары қарай басқа деңгейдегі фотографтарға, басқа деңгейдегі видеографтарға барып сабақ алады, уже ол вникать етіп отырады, былай айтқанда түсініп отырады. Ал егер ол базаны өтпей бірден баратын болса, ол былай айтқанда ұзақ жүріп қалады, немесе тупить етіп бастайды да. Қиын болады. Енді бізде мысалы мектепте де әліпби үйретпей бірден жаңағындай 6 класс жылдам оқу сабағына бармайсың ғой. Әліпби өтесің, әліпби өткеннен кейін жаңағындай сөз жазу үйренесің, сөйлем құрастыру үйренесің, кейін барып сен уже жайлап жаңағындай үлкен пәндерді үйретеді, мысалы, сосын барып университетке түсесің деген сияқты. Ол этап, ол жайдан жай жасалмайды ғой. Ал сөйтіп үйрететін адамдарға енді біліп отырмын, что олар өзі білетін да. Бірақ нақты сенің ойың қандай? Ондай адамдар болу керек па, әлде болмаған дұрыс па? Жаңа типа азғантай уақыттың ішінде үйрететін. Яғни 6 ай оқыды, сосын бірден ұстаз. Ол мүмкін мысалға вундеркид шығар дейсің ғой. Мысалы біз жалпы мынандай мәселе бар. Біз 2012 жылы фотоны бастаған кезде біздің
2 жыл жүрген жинаған информациямызды қазіргі бастап жатқан фотограф ол бір-екі айда ала алады. Не үшін? Себебі біздің уақытта ақпарат болған жоқ. Интернетке кірудің өзі бір машақат болды. ютубта орысша нәрселер болды. Және біздің Ақтаудағы көп фотографтар, опытный фотографтар көбі орыс болды, немесе орысша сөйлейтін аудитория болды. Онымен тілдесуің тағы орысша білмесең қиын. Және олардың айта қоюы, былай айтқанда, мүмкін емес нәрсе. Себебі элементарно қасына жақындаған кезде фотоаппаратын тығады бүйтіп. Даже фотоаппаратын қандай фотоаппарат екенін де көрсеткізбейтін. Қызғана ма? Білмеймін, оны өзінен сұрау керек қой, қандай нәрсе екен да. Кейін мені осындай нәрсемен өскеннен кейін менде андай түсінік пайда болды. Мен мынандай болмауым керек деген. Кейін мен өзім кішкене уже енді болды, мен мықты фотографпын деп өз-өзіңе не бермейсің ғой, оны қай кезде біліп бастайсың, сенен біреу бірдеңе сұрап бастаған кезде біліп бастайсың. Тойда жүресің, саған моментальщик фотографтар келеді, братан, мынау қалай, мына жер былай ма деп сұраған кезде уже басында оны түсінбейсің, ал когда ол каждый ресторанға барған кезде сені сұрап отқан кезде деген сияқты уже осознавать етіп бастайсың. Сенен оқытасың ба деп сұрайды. Сол кезде мен жоқ, мен оқытпаймын, әлі мен енді бастаған фотографпын деп 5 жыл фотограф болып жүрген сондай әңгіме айтып жүрдім. Жүрмін, үйретпеймін, әлі начинающий фотографпын деп. Сол кезде қандай ұстаздардан оқыдың? Типа кім, неше жыл стажы бар адамдарға бардың, қалай таңдадың жалпы? Енді қазір ол кезде менің енді барлығының проблемасы деп ойлаймын. Ол маркетинг болсын, ол фото болсын, ол видео болсын, ол сату болсын, біздер нақты, әдемі, толыққанды түсіндіретін бір ұстаз таба алмай жүрік қой. Анаған барып бір оқимыз, мынаған барып бір оқимыз. Ол барлық. Сен қалай таңдадың? Бір нәрседен, бір саладан мықты маман болмайды. Жалпы біз әр адамның жиынтығымыз ғой. Сосын қалай біз одан қабылдаймыз информацияны. Например, мен барған мастер-класстардан біреуден ана затты үйрендім, біреуден мына затты үйрендім. Мысалға, неде Қазақстанның рыногында не болды? Фотограф болды. Былай атақты 3 фотограф болды. Енді мен оның ар жағын айтып отқан жоқпын, қазір ескі фотографтарды айтсам болады. Оны қазіргі жас балдар вообще танымайды, кімді айтып отырсың дейді. Мен қазір кішкене сәл бір серединада болғандарды айтам. Мысалы, Андрей Ким деген фотограф болды. Қарағандының тумасы, кореец, Астананың фотографы. Сосын Алексей Романов деген болды, снег деп те айтты оны. Сосын Кирилл Федоров деген 3 фотограф болды, мықты. Екеуі Алматынікі, біреуі Астананыкі да. Вот, біреуі фото жағынан мықты. Фотоны кәдімгі как фотограф ретінде мықты кадрды көре біледі, әдемі цвет береді. Ал біреуі түсіреді нормально, но маркетингі мықты. Күшті сатады, күшті сөйлеседі, ол да үлкен рөл ойнайды. Бір уақыттар болды Қазақстан рыногында маркетинг маңызды емес, фото маңызды деген тұжырымдар болды да. Одан кейін келе-келе Андрей Ким дейтін адам айтты, не главный фотография, а главный маркетинг, қалай сату керек, сол маңызды деп ол сол кезде айтып жүрді. Реально ол Қазақстандағы ең қымбат фотограф деген атақты алып кетті. Сол жылдары. Қазір енді оның бағасы қазір енді арзан болып қалады, потому что қазіргі фотографтармен салыстырсаң. Бірақ сол өзінің заманында Қазақстандағы ең қымбат фотограф деген былай айтқанда титулды алды да. Біздер былай айтқанда бір 20-30 мыңға, 50 мыңға той түсіргенде ол мысалға Жаңаөзен келіп 720 мың ба, 750 мың мысалға сондай той, байлардың тойын түсіріп кетті. Ол сенің процентпен де есептесең ана жерде даже ладно, ана маған бүйтіп фора бере салшы, 100 мыңға түсірді деп 750 мың, 1 миллионға той түсіріп кету деген ол сол уақытта дейтін. Өзенде не қай жыл болды? Ана көтеріліс 2012-де болды ма? 2011 ма? Соның 11-дің алдында онда болып кеткен. Ол кезде ана ресторан бар, Аслана ма? Асыл бірде. Сол кездерде. Ойла, қай жылдары сондай 2010-да 2010-2009 шығар мүмкін. Сондай суммаға сатып жүр ойла. Ол кезде вообще бізде Ақтауда фотографтың 5 мың теңге шығады, фотографтың түсінігі жоқ кездер. Сонда ұстазды былай болып тұр ғой, сен кімді таңдасаң да, одан өзіңе керекті ақпаратты ала аласың. Тіпті оның дайындаған, оқыған сабағы сен үшін нашар болса да, менде кеше осы кішігірім фрилансерлердің чаты бар да, сол жердің жігіттерімен сөйлесіп отырдық. Дәл осы сұрақты маған қойды. Типа, кімнен оқимын дейді да. Мен айтам,
кімнен оқу маңызды емес, сен барлық адамнан өзіңе бір пайдалы ақпарат ала аласың деймін да. Мысалға мен аттарын айтпай ақ қояйын, қандай нәрсе оқығанымда. Мысалға мен Асланбек Беделхановты оқыдым, барлығына соны ұсынамын, маркетинг бойынша оқып алың деп та, потому что ол да әліппесін өте жақсы түсіндіреді. Одан кейін басқа да, оның алдында да басқа курстар оқыдым да, әртүрлі. Бірақ олар маған ұнаған жоқ. Бірақ олардың да жақсы жерлері болды, яғни 100%-ның ішінен мен 10% болсын ақпарат өзіме алдым, ол бір. Екіншіден, ол жерде коммуникация жасадым. Адамдармен таныстым, сөйлестім, көрдім, және олар бір чат ашты. Яғни мен әйтеуір өзімнің жұмсаған ақшамның әйтеуір бір жағын болсын, пайдалы жағына қарай алдым деп есептеймін да. Соны айтып жатырмын. Сөйтіп менің ойымша сенің де айтқың келіп отырған сол сияқты. Мысалға қара, мен бір адамға барам, мен еш уақытта мастер-класстардан огорчение болмаған, типа дым ала алмадым деп. Мен 1% бір нәрсе ала алсам, хоть оның киіну стилін алып кетсем де, оның, например, бір уақыттарда мен былай бардым мастер-классқа, қалай мастер-класс беретін көру үшін бардым. Даже оның информациясы үшін без, қалай вообще мастер-класстың программасын жасап отыр. Қалай ұйымдастыру керек. Иә, мен сол үшін де барған кездерім болды. Мысалы, бір рет осы Ақтауда фотографтар мастер-классқа барған кезде, мен тойды қойып кеткен кезде, мен бір мастер-классқа бардым. Сол кезде сұрайды, типа, тойды қойып жатсың ғой, типа, не үшін қатысып жатсың деп. Мен сол кезде біреуіне ашылып айтқанмын, мен мына мастер-класс қалай беріп жатқанын көру үшін келдім деп. Маған сол қызық болды, например, да. И мысалы бір фотограф бар, маған звондады, менен сұрады ақпараттар. Сол кезде мынандай айтты да, жалпы мастер-класстардан пайда жоқ қой деген сияқты әңгіме айтты да. Мастер-класстан ешқандай пайда жоқ. Не үшін пайда жоқ? Например, қара, былай айтайық та, бір спикер келді, оның тіпті білімі жоқ, тупой дейікші, ладно, құрметтемейміз, сондай өзіміз крутоймыз дейікші, ладно да. Бірақ ол жерге қатысып жатқан адамдар келеді ғой, мысалы 10 адам, 20 адам да. Ол жердегі ортамен танысудың өзі үлкен нәрсе ғой. Саған кім нетворкинг жасап береді? Қазір нетворкингті де сатады ғой. И ол жерде сен, былай айтқанда, сен не только сен нетворкинг сатып алып жатсың, и плюс сен ана адаммен таныстық сатып алып жатсың. Мысалға, мен өзім бір случайда айтайын. Тимофей деген фотограф бар Ақтауда, бәрі біледі. Ол өтірік емес. Мен жалпы любой фотографты мойындаймын, потому что не үшін мойындаймын? Ол менен бұрын бастаған үшін мойындаймын да. Себебі маған жол салып берген адам. Маған кішкене фото деген түсінікті халыққа мен жеткізген жоқпын, олар жеткізіп берді. Сол үшін мен оларды мойындаймын, любом случае. И қазір как фотограф ретінде де мойындаймын ол адамды да. Мысалы, сол Тимофей дейтін фотограф бір рет Lightroom-нан мастер-класс жасады 20 000 теңгеге да. Ол кезде мен Алматыда жүрдім, тоже жаңағыда Алматымен манағыдай тема ғой. Мастер-класс беретін ешкім жоқ, бірақ Алматының фотографтарынан бірдеңе үйренейін деп Алматыға барып әдейі жұмыс жасаймын. Азғантай ақша берсе де. 10 000, 5 000 теңге береді жаңағы, потому что олардың техникасымен түсіремін. Мен Ақтауда уже көбірек тауып жүрмін. Бірақ мен за информация, за тәжірибе үшін мен ақша үшін емес, тәжірибе үшін жүрдім да. И көп ақпараттарды мен мындалып келіп, оны былай айтқанда ақшаны шығарып алдым. Сол фотограф мысалы мастер-класс жасады Lightroom-нан. И мен қатыстым оған. Хотя мен Lightroom-ды білем, полный. Қатыстым. И мен білетін нәрседе де айтты. Мысалы, мынандай нәрсе. Мынаны басасың, и мына жерден фотоны загружать етесің. Элементарный нәрселер ғой, ол который YouTube-тан үйреніп алған нәрсе. Бірақ тыңдап отырдым, ішінен 1-2 инструменттің горячий клавишін үйреніп алдым. Сосын Lightroom деп тұратын нәрсеге өзің логотипіңді қоя алады екен, соны үйреніп алдым. Бірақ мен оған бекер қатыстым деген жоқпын да. Мен әлі күнге де айтам, мен онымен таныстық сатып алдым деп айтам. Содан кейін Тимофей менімен нормально общаться бастады. Оған дейін допускать етпейтін қасына. Ал қазір емес, қазір енді бәрімен жақсы общаться етеді, енді адам өзгереді ғой. Бірақ сол уақыттарда ол ешкімді қасына жолатпайтын. Мен барып Тимофей осындай ма деп сұрасам, любой сұрағыма жауап беретін болды да. Сен шәкірт ретінде қабылдап мен айтам, мен таныстық сатып алдым, болды, все, ол да тұрған ештеңе жоқ. И любой нәрседен көбі адамдар мысалы мастер-классқа барған кезде, дым үйреткен жоқ, кілең білетін нәрсемді айтты дейді. Мынандай нәрсе бар еще. Хоть сен білетін нәрсеңді айтсын, просто саған напоминать етті қайтадан. Может, сен істемей жүрген шығарсың ғой.
просто напоминание үшін бардың, ұмытып қалдың сен. Бұрын біреуден естідің. Математикадан беретін Мақсұт дейтін ағай болды бізде, марқұм иман болсын. Соның бүкіл біздің сыныптың бәрі жатқа білетін бір сөзі бар еді. Білім қайталап қорытқанда ғана санаға қонады деп та. Мүмкін сол үшін саған қайталап айтып отқан шығар. Сондай нәрселер еш уақытта біреуді пайдасыз деп айтуға болмайды. Тіпті мен всегда айтып жүремін, даже шәкіртің саған бірдеңе үйрете алады деп. И осы мысал ретінде мен мысалы баламды мысалға келтіремін да. Мен балам дүниеге келген кезде, 1 жасқа жақындаған кезде жүріп бастады да. Сосын андай ғой, қарап отырасың алыстан, былай тұрады. Сосын тоңқаңдайып, жаңа бит барады, бері 2 шаг жасайды да құлайды ғой. Ешқандай баланы көрген жоқпын, бір құлағаннан кейін жүрмей қалған. Қайттан тұрады ғой. Балам да маған мұғалім деймін да. Ұстаз. Қайттан тұрады, қайттан жүреді, қайттан құлайды, қайттан тұрады. Әйтеуір жүріп кетті ғой. Қалай сен одан ғибрат алмайсың да? Мысалы, өмірде де сен де мысалы бір жерінен бір провал болды да. Это провал, это не значит, сен өліп қалдың, сен тірісің ғой әлі. Тағы да бірдеңе істеп көр, тағы басқа бірдеңе жасап қара. Әйтеуір бір жерінен бірдеңе шығасың ғой, оны өмір бойы жүрсің ғой, барсың тіршілік. Өлгеннен кейін де ар жағында тіршілік бар деген сияқты. Сол түсіндім. Енді қара, бізде мынандай түсінік бар да. Егер мен ақшамды қымбат қылсам, құнымды, менен ешкім алмай қалады деген қорқыныш бар. Және өзіңнің қызметіңді, өзіңнің көрсетіп жатқан тауарың болсын, оны құнды қылу үшін, қымбатырақ сату үшін не істеу керек? Енді мана айтып отырсың ғой, біз тойды мысалға 100 мыңға алып жүрсек, біреу келіп 700 мыңға алып жатыр деп та. Енді ол жерде де бір маркетинг бар, ол жерде де бір құралдары бар. Сен нақты не істедің өзіңнің құныңды өсіру үшін? Себебі мен білемін, сен Ақтаудағы топ 3-тікке кірген шығарсың қымбатты фотографтардың да. Енді оны нақты қанша неге кірген білмеймін, бірақ жаңағы өсіруімнің үлкен септігі тигізген жаңа Алматы. Алматыда атақты студия болды, жер жарып тұрған. Қазіргі әлі күнге дейін сояқта жұмыс жасаған балдармен араласамыз, доспыз да. И оларда қазір Қазақстандағы топ видеографтар да, мысалға кәдімгідей мықты нелерді жүр, үлкен концерттерді түсіріп жүрген видеографтар. И әлі күнге дейін араласамыз. Например, Алматыда қазіргі жастар білмеуі мүмкін, бірақ Аладдин деген, Golden Age деген үлкен студиялар болды, бұл айтқанда агентстволар. Солардың балдарымен қазір әлі күнге дейін араласамыз. Сояқта жұмыс жасаған олар мықты нелерді, командалар болды. Сол студияларда жүрген кезде мысалға енді осындай офистер болады ғой, жаңағындай фотокнига тұрады, жаңағындай әдемі пакетпен береді. Қазір 2-ның бірі беретін болып кетті ғой. Ол уақытта дейтін бізде потолок бар ғой, айтайын, дискіге сурет салып беру болды ғой. Сыртына. Дискіге сурет салып болды, одан кейін ештеңе жоқ. Мен ана жақта флешкамен бергенін көріп жатырмын. Флешканың бетіне атын гравированы жазған фотокнигалар, андай пакетпен берген, жаңағы ішінен күшті иіс шығып тұратын, приятный да, кілең нейромаркетингтің нәрселерін сол уақытта істеп жатыр олар. 2013-2014 жылдары. Өздері де әдемі киінген да. Бізде бәрі тойға немен шығады, жемпірмен шығады. Тек қана Ерлан Кідіров болған шығар, пиджакпен шығып жүрген. Оған басқа фотографтардың бәрі шортикпен жүреді, тәпшікпен жүреді, бұл айтқан шынымен. Сол Алматыда жүрген кезде бұлай жайлап тыңшы болдым ғой енді. Несін қараймын, қаяқтан шығартқанын, артында контактыларды суретке түсіріп алам, қалай раскладтарын жасаған суретке түсіріп алам. Сосын сол жерде үлкен мықты тойларға шықтым. Мықты тойларым маған дұрыстап киініп кел деп айтты, қара шалбар киіп кел деген сияқты мысалы. Енді сен қымбат ресторан, қарайған ақша жұмсаған, жұлдызды әншілер жүр, и фотограф шортикпен тәпішкімен жүрсе бір түрлі ғой, ол да костюм шалбармен әдемі болып жүру керек та. Мысалға ең бірінші тойым Алматыға барып, сол эвент агентстводан жасаған тойым Лондонда оқыған қыз бен жігіттің тойы болды да. Мен честно айтайын да, ол жерде көбіне кішкене аузым ашылып жүрді. Себебі реально ондай тойды Ақтауда көрген жоқпын. Даже Ақтауда қымбат тойға шықпаймыз ғой біздер. Арзан тойға шығамыз. Ан жақта дейтін
мысалға ең қызық көрген нәрсе арнайы фотограф, видеограф, жаңағы тамады, әншілер үшін арнайы кәдімгі қонаққа жайған дастархан тұрады Алматының темасында. Сол жерден кәдімгі қонақ жеп отқан тамақ жеген кезде таң қалдық біз, потому что біздің ресторанда қазір білмеймін, қазір 2 жыл той түсірмейтін ме, қазір қалай екенін білмеймін, бірақ мен кеткенше жалпы қызметшілерге тамақ беретін нәрсе болған жоқ. Асабаларға да бермейді ғой. Иә, кейбір асаулар ұрсып айқайлап алдыртып алады да. Ал ана жерде кәдімгідей, мысалы міне ана бас құда келіп отырмын, сол бас құдан жеп отқан затты сен де жеп отырсың мысалға да. Тұр, енді азайтып тастайды дейтін жоқ та. Кәдімгідей тұр, мысалы икра тұр ма ана жақта, мына жақта да икра тұрады деген сияқты. Мысалы байлардың тойында икра жейсің, например. И сондай бір случайлар болды, что мен сондай құрметті көрдім, сондай бір тазалықты көрдім, сондай бір андай. Даже event агенттігі айтайыншы, сөмкімді қаяққа қоятын айтып берді ғой. Келген сөмкің мысалы тұрмау керек андай жерде. Міне сөмкі тұратын орын бар деп маған бір қыз келіп бүйтіп, міне мына жерге сөмкіңізді қоясыз деп айтты. Киімдеріңізді мында қоясыз, тамағыңызды мында жейсіз деген сияқты. Маған қызмет жасап жүр бұл айтқанда. Сен қалай сен ананың бәрін көріп алып, мә деп қызықпайсың да. И сол барлығы 2013-2014 жылы мен Алматыдан көрдім алғаш рет. И мында келіп аламда бізде де осындай болса ғой, бізде де осындай болса ғой деген сияқты қызығасың. Бірақ сол өзім алып келе алатын нәрсе сол фотокнига болды. Менімен бірге алып келген кімдер болды? Киім алып келдің да? Иә, киім. Жоқ, ол кезде болды. Жоқ емес. Мысалға Ерлан болды, Ерлан Кідіров болды. Жумаевтар енді жүрсе жүрген шығар. Сосын өзенде 4-тік болды жаңағы Самат Қалбаев, Рауан Мұсабаев, Испол, сосын жаңа Талғат Байкулов. Солар. Оларда да олар қашан алып келгендерін нақты білмеймін, бірақ сол 2015-терде одновременно олар неге барған, форумға барған, сол жерде көріп алып келеді. А мен Алматыдан көріп алып келемін, бірақ сөйтсек бәрі бір фотолибре дейтін Алматыдағы ең номер 1 фотокнига шығаратын жер екен. И былай айтқанда, олардың енді кейін барып білдім, что оларда да бар екен, бірақ менің түсінігімде өзі Ақтауда жалпы олар енді өзендікі ғой. Ақтауда тоже алғаш мен деп айтпаймын, бірақ сол алғашқылардың қатарына кірем да. Типа андай айта беруге болмайды, бәрін мен істедім, ол да дұрыс емес та. Мүмкін сен білмейтін шығарсың, может сенен бұрын біреу әкеліп тастаған шығар да. Оларды қосқан кезде сенің қызмет көрсетуіңнің бағасы өсті, иә, сразу. Қаншаға өсті жобаң? 50% көтерілді ғой. Әдемі. Әдемі көтерілді. Потому что анау дейтін ұстаған кезде ол құндылық берді да сен. Иә, себебі қара мынандай ғой. Сыртың бәрі ана клиенттің суреті. Бүйтіп ашасың, іші барқыт, мата. И ішіне фотокниганы шығарасың. Көрсет кәдімгідей үлкен анау. Енді соның қасында еще копия кішкентай 15-15 жүреді. Тағы да. Былай айтқанда 3 фотокнига, бір үлкен, 2 кішкентай. Енді ол кішкентай не үшін дейтін болса, кішкентай как сенің маркетинг, рекламың. Ол үлкен фотокниганы тасып жүре алмайды ғой. Ол не істейді, кішкентайын қыз жаққа береді, біреуін өзінің жұмысын алып кетеді. Міне бүгін тойда міне суреттер осындай деген сияқты да. Сосын ана жақта сен өзіңнің неңді жазып қоясың, фотограф осындай сен номер жазып қоясың. Мен кім істеді, менде де сондай қалаймын деген сияқты. Потому что анау сен сатудың қажеті жоқ, ана кітап өзі сатады. Потому что ұстаған кезде шелк материал приятный, кәдімгі богатый ғой былай айтқанда. И оны любой адам қалайды да. Сен мысалы құныңды айтасың ғой, мысалға мен 40 мың теңгеге или 50 мың теңгеге фото бір сағатқа түсірем деп айтасың ғой. Сол кезде сен одан кейінгі енді бір сағат ол сенмен бірге жұмыс жасайды ғой бірге. Содан кейінгі жұмысы көріне ме ол саған? Типа мен оны неге флешкамен компьютерге салам, оны 2 сағат редактировать етем, фотошоппен адамдардың бетін тазалайым дегендерді сен қосымша айтатын ба едің? Әлде оны тек 1 сағат деп кетіп қалатын ба едің? Сол 1 сағат деп айтылады, ол жерде иә, сенің айтып отқан нәрсеңде бар. Мен просто мына жерде мынандай нәрсе айтқым келіп отыр да. Тыңдармандарға ғой. Егер сіз өзіңіздің қызметіңізді бағасын көтергіңіз келсе, біріншіден сіз бірінші құндылық беруге, мысалға Бакожанның жағдайында ол тек қана фото емес, фотоны берудің өзінде басқаша бір дәстүрмен әкеліп берді. Фото бумага берді, ол флешка, қосымша флешкасы болды. Қасында тағы бірнеше фото распечатанный түрінде берілді. Барлығын қайда сақтайды, қайдан шығарам деген мәселенің бәрін жоқ қылды. Одан бөлек
ол жұмысыңды түсіндірумен өтеді да. Себебі ол адам түсінеді, былай түсінеді. Сен тойға келдің, 3 сағат жұмыс жасадың, болды, 3 сағат жұмыс үшін сен 200 мың теңге алып жатсың деп ойлайды да. Бірақ сен 200 мың теңге алдың, 3 сағат тек тойда жүрдің, ол енді 3 сағат емес, даже 5 сағат жүресің тойда да. 5 сағат тойда жүрдің, одан кейін 2 сағат кемінде 3 сағат сен оны обработка жасайсың, себебі сен загрузка, сортировка бар, одан кейін обработка. Сортировкаң бар, обработкаң бар, мана прыщ болса, бір жер не то болса, ретуші бар. Одан кейін сен оны тапсырыс беруің бар Алматыдан, оны күтіп алуың бар. Яғни сен сол 200 мың теңге үшін кемінде бір 15 сағаттай қызмет етесің, сол 200 мың теңгені алу үшін. Егер сізде де сондай бір қызмет түрі болса, сіз әрбір өткен уақытыңызды ол алып жатқан адамға түсіндіру керек деп ойлаймын. Тіпті мобилограф болғанның өзінде де сіз мобилограф тек қана 1 сағат жұмыс жасамайды ғой. 1 сағат түсіреді, бірақ ол музыканы табуға кемінде 20 минут уақыты кетеді. Оны ішіне керекті кадрларды табуға тағы 20 минуты кетеді. Ол дұрыстап қоюына, кейде жазуына 20 минут уақыт кетеді. Яғни ол кемінде бір видеоға 2 сағаттай, 3 сағаттай уақытын жұмсайды да, сол үшін 50 мың теңге ақша алады да. 50 мың сен 3 сағатқа бөлетін болсаң, жобамен бір 17 мың, 16 мың 800 деген сияқты ақша шығады да. Соны да айту керек та, менің 1 сағатым жобамен 16 мың 800 теңге тұрады, себебі ол басында сізді түсірген 1 сағатым, содан кейін 2 сағаты жаңағы басқа нәрсеге кеткені түсіндіру керек та. Оны жіберу бар, қателерін өңдеу бар, соның барлығын алған кезде ол жобамен бір видеоға 3 сағат жұмсайды да. Қара, ана жерде саған бір не қосып жіберейін. Жалпы кейбір фотографтарда не үшін бағаны көтеру керек деген нәрсені түсінбейді. Мен жалпы осы күнге дейін бағаны көтеру керек деп айтып жүрдім. Сосын жексұрын болдым, сосын қойдым, короче. Айтпайтын болдым, айтпаймын, ешкім ештеңе айтпаймын. Өзім той индустриясы қалды сендерге, өздерің не істейсіңдер, өздерің біліңдер. Мен хотя бірге уақыттарда мен бір бүйтіп айтқанмын, демпинг жасай беретін болсаң, демпингтің көкесін көрсетіп кете аламын дедім да. Яғни 1000 теңгеге той түсіріп, маған ничего теряйды. 1000 теңге той түсірем, даже надо тегін түсірем, Бақытжан Тұржан тегін той түсіріп жатыр. Ал демпинг керек па, жасап кете аламын деген сияқты да. Мен итак тойды қойайын деп жатырмын деген сияқты да. Бірақ өйтіп жасаған жоқпын, ештеңе бұзған жоқпын, бағаны түсірмей қалай бар солай кеттім да. Енді мен тойды қойып жатқан кезде менің ең қымбат бағам 300-400 мың болды. Ең арзаны там 120-100 мың теңге болды. Ол енді жаңағы сағаттың көлеміне қарай да. Қазір енді баға туралы вообще білмеймін, бірақ мен білем, что кейбір фотографтар бар, әлі күнге дейін тойды 50 мыңға, 30 мыңға түсіретін. Мен білетін фактор осы. Бірақ ең қымбаттар нешеге түсіріп жатқан, білмеймін. Енді жатқан ол өз алдына бір тайны. Енді мынандай нәрсе да, мен айтқым келіп отқан, қара, техника износ жасалады. Фотоаппараттың ішінде матрица деген нәрсе бар. Матрица жанатын нәрсе жалпы. Жаңғанда өзінің уақыты өте қаншалықты түсіргеніне байланысты оның да ертең несі бар. Затвор деген нәрсе бар. Затвор бәленбай бірдеңе кадрдан кейін ол затворды ақшаға беріп қайтадан жүндеттіру керексің. Флешка износқа кетеді. Батарейка, мысалы батарейкалердің дейтін оригиналдары 40, 50, 60 мың тұрады. Флешкалер скоростнойлар, например, 30 мың тұрады, 40 мың тұрады деген сияқты. Оның шығындары көп, ол техниканың шығыны да. Мысалға бір фотограф болды, ресторанға вспышка қойып түсірем деп шықты да. Мысалы, потому что Алматыда вспышка қояды, түсіреді. Ол тойлар бір 400-500 мыңға түсірілетін тойлар. Флешканың өзінің, вспышканың құны где-то 150 мың теңге бір вспышка да, например. Сол уақыттарда енді ол вспышка 50 мың, 70-80 мың теңге тұратын кездері, қазір енді ол 150 мың тұрады. Сол уақыттарда тойда өзі ойлаш, 80 мыңға ма, 50 мыңға тойға шығып отыр. 3 вспышкасының біреуін бала қағып құлаттады, сынды. Болды, анау жоқ. Минус неше? 70 мың, мысалға. И өзі ол егер тойға шыққан болса, 0-мен кетті ол айтқан тойдан. И ол, мысалы, оған айта алмайды, бізде договор жоқ. Мысалға, кейбір той иелері договор бар ма дейді. Договор шығарасың, менде договор болды. Договор шығарасың, ана жерде оқыған кезде, жаңа защита, сенің де защитаң бар, ол жерде клиенттің де защитасы бар, сенің де защитаң бар. Сенің защитаңды оқыған кезде, жоқ, оны былай келісе берейік дейді. Ол жерде андай бар, техниканы, мысалы, біреу төбелесіп, маған келіп тиісіп, фотоаппаратым сынатын болса, той еш жауап береді деген нәрселер бар. Бірдеңе техника ұрланса, яғни ұрланғанда қалай, мысалға,
андай случайлар болады ғой, ішіп алып төбелеседі, например, и келеді да сені ұрлап алады. Неше түрлі жындылар бар ғой. Сондай нәрселер фотографтың полисіне қарай жазылған заттар бар да. И оны оқығаннан кейін жоқ, осылай келісе берейік та дейді. Біздің халықтың өзінің, заказчиктің өзінің әлі түсінігі договорға келмеген да. Себебі жауапкершілік ешкім алғысы келмейді. Сосын енді айтқым келіп отқаны, техникадан бөлек қара, денсаулық бар. Белің кетеді, мысалы мен белім ауырады. Сосын іш құрылысың ауырып бастайды. Әртүрлі тамақ жейсің, кеуіп қалған, уже өңіп қалған, бүруден қалған деген сияқты тамақ жейсің, потому что саған жаңағындай дастархан жайып бермейді. Или көшеден бірдеңе жей қоясың. А даже сен кейде бүйтіп кейбір той иелері болады, сен даже құрттай кішкене шаршап бірдеңе жегеніңді де көріп әңгіме айтатындар болды. Біреулер наоборот андай болады, балам тасташы, жей алшы дейтіндер болады. Ондайларға құрмет үлкен. Ал андайлар болады, түсіршейші суретке, типа не отырсың тамақ жеп деген сияқты айтатындар болады. Адамның түр-түрі бар ғой, оны ешкімге ренжи алмайсың да. Менің всегда позициям ол қалай қандай әңгіме айтса да, мен осы жұмысты ешкім зорлап әкелген жоқ, мен өзім жасап жүрмін деген. Сол үшін мен ешкімге ренжімейтінмін. Бірақ Алматыда андай сервистерді көрген кезде қызығасың просто. Бізде де осындай деңгейге өссе ғой деген сияқты да. Болды. Басқа андай жоқ. А бұл жерде енді денсаулық кетеді. Енді денсаулықтың восстановлениесі ойлап қара. Қаншама ақша қазір, арзан дүние емес. Енді одан бөлек құндылық деген нәрсе. Қара, адам, яғни той иелері есептейік миллионға, скромный ресторан дейік те, миллионға ресторан алды, 1,5 миллион дейікші да, 1,5 миллионға ресторан кетті. Платье алады, мейкап, костюм алады, одан кейін той бастар, жаңағыдай нелер бар, тамадысы, мысалы, ладно, 100 мың теңгеге алды делік. Соның бәрін қосқанда кемінде бір 5 миллион ақша шығады. 5 миллион шығын, который сен фотограф, видеограф ол жерде болмаса, сен ешкімге айта алмайсың, мен мынандай жылы той жасап едім деп. Естелік жоқ. Егер фотограф пен видеограф болмаса. Енді сен 5 миллионыңның былай айтқанда доказательствосына ақша йейсің ғой, былай айтқанда. Оны сөйтіп түсіну керек та. Мысалы қара, бізде әке-шешелеріміздің үйлену тойында фотолар бар ма? Бар. Ол кезде еще профессионал фотографтар түсірген, орыстар түсірген ғой көбіне. Еще әдемі түсірген, әлі күнге дейін сақталып келе жатыр да. А ертең сен үйленгенде сен балаңа шағаңды мысалы не көрсетесің? Ол жерде әңгіме, бар фотографтар, нормально арзанға түсіріп отқан бар фотографтар, бірақ ол өзінің құнын түсінбей арзанға түсіріп отыр да. Износ за свою ущерб түсіріп отыр. Бірақ ол жерде той иелерінде кінәсі жоқ. Мысалға, далаға шықтың, такси ұстадың, таксист айтады саған 500 теңге дейді. Сен айтасың, қымбат дейсің. Мысалы, 200-ге мініп жүрдің да бір күні, саған 500 теңге дейді. Сен айтасың, қымбат дейсің, кетіп қалады анау. Сосын тағы тоқтатасың, 500 теңге дейді, қымбат дейді, кетіп қалады. Бір 5-6 өткізгеннен кейін сен 500 теңге мінесің сен үшін. Амал жоқ мінесің, потому что сен өзі кеш қалып барасың баратын жеріңе. Яғни таксистерде ауызбіршілік болмай-ақ, бір-бірін танымай-ақ рынокта бағасын көтереді да. Сосын мен өзім жақында мынандай нәрсе есеп жасадым. Бұрын мен 1 сағат начинающий фотограф болған кезде 1 сағат 15 мың теңгеге түсіріппін. Ол кезде кәдімгі интернетке кіріп қарадым, доллардың курсы қанша, $100 түсіріппін сонда. Қазіргі түсіріп жатқан бағам $100 жетпейді. Мен где-то $89 түсіріп жүрмін ба сондай. Сонда мен арзандадым ба, қымбаттадым ба деген сұрақ келеді да. Ол айтпайды ғой ан жақта, мысалы Sony шығарып жатқан, Canon шығарып жатқан, ан жақта отырып алып, Қазақстанда құн, теңгенің құнын не істеп жатыр екен, давай біз доллармен ақшаны азайтайық деп айтпайды олар. Олар либо сол бағада қалады, немесе қымбаттап тұрады. А сен мына жерде бұрын, например, бұрын нормальный фотоаппаратты, полный жинайтын фотоаппараттар 500 мың алатын болса, қазір 2 миллион қаласың. Объективтермен, заттармен, техника мысалы. Қымбаттап кетті. А доллармен ол сол болып тұрған бұл мүмкін да. Әңгіме сода да. По-любому біз қанша, мысалы, ана бір айтады, жаңа қой өзімізден шығады, ана өзіміз шығады, не қымбат дейді ғой, жаңа бір видео бар ғой. Ол енді ол тамақ жемей ма, ол машина мінбей ма, ол адам врачқа қаралмай ма, ол шетелге шықпай ма деген мәселелер бар ғой. Солай негізі есептеу керек та бұл жерде. Маған келіп біреу, молодец, сен ақшаңды көтермей жүр екенсің, онда саған такси 200 теңге апарам деп ешкім айтпайды ғой бұл. Или жаңа Canon-ның, Sony-дің бастықтары, молодец, сен тойдың бағасын көтермей жүрсің, халықты ойлап жүр екенсің деп, мысалы арзанға беріп жібермейді ғой, ешкім ешкімді ойлайтын заманда емес қой қазір.
дұрыс. Ол өте орынды не болып сондай тұр. нәрсе. Яғни қойылған баға ол сол адамның яғни қызмет көрсетушінің оны қымбат деп айта алмайсың ғой. Иә. Ол сен үшін қымбат. Қызмет беруші үшін, яғни мысалы мен фотограф ретінде алатын болсам, мен үшін сол құн әділетті деп алады ғой. Өте әдемі екен. Енді қара, жаңа договор туралы айтып отырсың ғой, келісімшартқа отырасың. Енді техника сынып қалатын жағдайларды көп естіген жоқпын мен, бірақ керісінше жағы бар да. Фотограф ұзақ бермей қояды фотосын, немесе мүлде жоқ қылып жібереді, удалить етіп алады, білмеймін. Кейбір адамдар бар, флешкасын салмай қалады да, просто өтірік, в холостую даже видеоның да нелері бар, өтірік құдалықтан шыққан адамдар. Сондай уақытта мысалы сен удалить етіп алдық деп есептейік. Ондай жағдай біріншіден болды ма, екіншіден ол ондай ситуациядан қалай шығады? Яғни ол кризисный момент, сен стресс алып жатсың, не істеу керек адам? Жалпы честно болу керек қой любой жерде. Енді Құдай сақтасын, менде фотоны кетіріп алатын момент болмаған, Аллаға шүкір. Болмай ақ қойсын. Жалпы ең жаман нәрсе да. Енді бұл жерде сен нені кетіріп алдың деген сұрақ келеді да. Мысалы фотосессияны кетіріп алсаң, оны проблеманы шешу оңайырақ. Например, қара, сен үйленейін деп жатсың, келіншегімен фотосессия жасайсың, сенің шығыныңды мен көтеріп беруім керек. Қайтадан түсіп бересің. Мейкап мен көтеруім керек, сен шығын төледің ғой. Мейкап, көйлек, аренда, лимузин алсаң лимузин, или машина алсаң машина, бір жерге барып 40 000 теңгеге мысалы Каспиан Ривьераға арендаға төлесең, или студияға 10 000 төлесең, бәрін шығынын ақтап беруім керек. Мүмкін тіпті бір фотосессия емес, екі фотосессия беруім керек бар. Ол и так сондай нәрселер былай айтқанда, ол честно болады. Ал егер оны істей алмай саған ауыр болып жатса, онда ана адамға кішкене, брат, сәл кешіре аласың ба, мен давай мына жерлерді мен көтеріп бере аламын, жағдайым жетеді, анаған жағдайым жетпейді. Енді ол жерде уже чисто человеческий не да, оның мейірімділігіне қарай ғой ол адамның. Бірақ 100% өтеп бер бірақ десе, солай өтеп беруің керексің. Ол честный нәрсе да, потому что ол барып сенің фотоаппаратыңнан барып суретті кетіріп жүрген жоқ, сенің былай айтқанда немқұрайлығыңнан болған нәрсе да. Ал енді бұл жерде той кетіп қалатын болса, ойла, ол ресторан, ол біреудің мысалға біреу Америкадан ұшып келді, или Европадан біреу ұшып келді, соған кетіп қалды деген сияқты да, ол сен вообще невозможно оны жасап беру да. А ол жерде жай ғана Америкадан ұшып келмей ақ қойсын, жай ғана осы Ақтаудың ішінен 500 адам 500 теңгемен таксимен келгеннің өзі қарай қарақшы ғой. Ресторанды жалдауын айтып отқан жоқпын да. Ол қиын нәрсе, оны жасап беру, ол вообще невозможно нәрсе. Ол былай айтқанда өмір бақи құл болып өтемін деген сияқты нәрсе да ол. Потому что біреудің просто тойы 10 миллион болатын болса, а оның айналасында қонақтардың шығарған шығындарын есептейтін болса, вообще ол мүмкін емес нәрсе да. Енді ол жерде қалай шығуға болады? Жалпы кез келген жерде бір косяк жасасаң, жалпы шынайы айтылған дұрыс. Вақытында. Уақытында айтылған дұрыс. Мысалға, қазір міне бірдеңе жасылмай қалды ма, или суретті кетіріп алдың ба, мен саған фотосессия жасадым, суретті кетіріп алдым. Егер сен оны профессионально жауап алатын болсаң, ешқандай гладко қылып жүретін болса, пожалуйста, жаса онда. Ал енді гладко жасай алмайсың ба, опытың жетпей ма, или вообще просто мойындаш, и все болды. Ол саған ой молодец деп айтпайды, реакциясы ондай болмайды, сен күт, реакциясы беспонтой болатын, боқтайтын, ұрып жіберетін деген сияқты. Ондай реакцияны күту керексің, и оны сен нормально просто қабылдау керексің, и все болды. Адамның нормальный реакциясы ол. Ал бізде қайтеді адамдар, былай істейді, мысалы, суретті кетіріп алды ма, айтпайды. Жүре береді, барынша бір восстановить етуге, бүйтуге тырысып отырады. Енді ол жерде телефон көтермейді, вот проблема сода ғой. Қарашы, мен звондаймын да, телефон көтермейді. 2 звондаймын, телефон көтермейді, 3 звондаймын, 4. И мен 10 рет звондаймын, көтермей адам, мен не ойлауым керек? Нерв болады. Мен өзі жаман нәрсе ойлаймын. Біз адам ешқашан жақсылықты ойламайды ғой. Мынау дейтін, походу отырып алып, менің фотоларым өлтіріп обработка жасатқан сияқты деп айтпайды ғой ешкім. Примерно мені лақтырып кетті мынау деген ой келеді да, бірінші ой. Реально сондай ой келеді. А сен көтеріп, даже да, ладно, мойындамасаң да хотя бы телефонды көтер да, брат, үлгермей жатыр едім жасауға, или сәл мынандай бірдеңе болып қалып еді. Өтірік айтуға мен кеңес бермеймін жалпы. Честно болған дұрыс. 2 күн уақыт беріңізші, бұйырса хабарласамын. Мысалға менің өзімде болды,
ұзартып алған кездер болды. Ол менің ауырып қалғаныма байланысты, мысалы там температура, тағысын тағы, или там басқа жаққа кетіп қалған. Мысалға мен өзімде айтам да, фотообработка бір аптада беремін деймін да. Мысалы бір случай болды, мен шетелге кетіп қалдым. И обработка жасайтын мүмкіндік болмай жатты. И мен жаздым: братан, мен қазір шетелде жүрмін, сенің фотоңды обработка жасауға. Мен потому что сол кетерінің алдында түсіріп кеттім да оны. Мысалы міне бүгін түсірдім бе, ертең таңертең кетіп қалдым, даже түнде кетіп қалдым. Былай айтқанда, ол жердегі процесс тек қана материал компьютерге көшірілді, болды. Ары қарай мен мүмкіндік болған физически вообще невозможно, потому что пересадка бла-бла жүрген кезде. И мен жаздым: братан, сенің фотоларыңды жасауға мүмкіндік болмай жатыр, осындай кішкене кешіріммен, түсіністікпен қарап жүрсең, сәл бір аптадан ұзаруы мүмкін дедім да. Сосын бір 2 аптаның төңірегінде бердім. Бірақ мен жаздым өзім заранее, осындай болып жатыр осындай факторлар. И ол да мені былай араласатын адам болғасын, инстаграмнан көріп отыр, қай жаққа кетіп жатқан, и ол да түсіністікпен қарады да. И типа нормально, проблема жоқ деп айтты да. И мен ойлаймын, что сен дұрыстап ағыңнан жарылып дұрыстап түсіндірсең, ешқандай адам, мысалға менің материалымды жоғалтып жіберген адам болды. Қалайсында? Мен келіншегімді алып келдім ғой. Ең бірінші рет. Алып қашып келдің. Алып келдім ғой. Алып келген кезде қазақтың дәстүрі бойынша алып қашып келдің ғой. Видеоға түсірттім ғой, короче. Бір кісілерге да түсіріп берсейші, андай теңізді көрсеттім, кішкене романтичный ғой, типа. Типа love story. Love story емес, просто ситуация, репортаж. Теңізді көрсеттім, көзін байлап алып келдім, типа алғаш теңіз көруі Каспийді. Андай ұшпадан да. Фотограф түсіріп жүр, видеограф түсіріп жүр. Кейін фотографтан фотоларды алдым. Енді өзім обработка жасап аламын. Енді видеограф бірді монтаждап бере ма деп ойладым, одан кейін монтаждаған жоқ. Әке берші, өзім монтаждап аламын деген кезде: братан, тойда жүрмін, братан, анда жүрмін, братан, мында жүрмін. Сөйтсем айналған кезде кетіріп алған ғой, жоқ. Бірақ маған дер кезінде айтпайды да. Сосын кетіріп алдым дейді. Мен сосын ана жігітке айттым да: қарашы дедім да, сен маған айтпай, мен қайта-қайта звондаған сайын сен өтірік айтып жатсың. Өтірігінің үстіне өтірік толтырып жатсың. Былай айтқанда, шариғи тұрғыда алып қайтқанда, ол күнә қылып жатыр да. 2, мен үміттеніп жүрмін. 3, өзің стрессовать етіп жүрсің ғой деймін да. Жаңағындай қайта-қайта мен звондаған сайын стресс қой оған. Ол көбірек зақым алып жатыр. Лучше, братан, мен кетіріп алдым. Ой, сондай ешакпын, кешіріп қойшы десе да, мысалға да. Сөйттім бір. Жаңа бар ғой кинода, ағаттық кетті, бір қателік кетті, кешіріп қой ағасы деген сияқты. Жаңа мысалға сөйтіп айтса деймін да. Даже сол айтқан кезде де мен оған бүйтіп айттым. Мен оған еш өкінген жоқ, мен айттым да. Енді өйстіп айтпайсың ба деймін да. Білмеймін, ұрсады деп ойладым. Сен ойлама, просто айт, болды. Ұрсса да нормально ол нәрсе. И одан кейін болды, мен оған звондамаймын, жаңағындай қайда материал қайда деп. И ол да тынышталды да. И мен айтамын да: сен қара, сен 2-3 ай сөйтіп жүрдің деймін да. Сен алдында айтып тұрғанда 2-3 ай тыныштықта өмір сүретін ғой. Сондай моменттер болды да. И мысалға менің өзімнің сборымды түсіретін кезде де бытшыт қылған моменттер бар видеоны да. Ол бірақ материал бар, просто жатыр ол. Монтаждап до конца кішкене шикілік болып қалды. Мысалға неке қиюдағы видеоларда шик болып. Жалпы менде фотодан тек нормально болды да, видеомның бәрі бытшыт болып отыр ғой. Жаңа тойдың мәселесіндегі видеоларым бәрі, құдалықта, неке қию рәсіміде, сборымда бәрі бытшыт болып отыр, короче. Тек фотоны бірден қылған ғой, нормально. Который разымын деп айтатын. Енді анағанда разымын. Просто мынандай момент бар, видеографтардың арасында, фотографтардың арасында бірдеңе сұрайсың ғой, ол саған ақша айта алмайды да. Сол ақша айта алмайды и ренжіп қалады деп ойлайды да, тегін түсірем ғой дейді. Мен всегда айтамын: тегін түсірдің ба, онда ақша алып атқандай түсір. Ал тегін түсірген кезде желанияң болмай ма, онда айт, ақша сұра. Просто заранее келісімде жасау керек. Мысалға мен бүйтіп айтам: біреуге тегін түсіретін болсам, мен тегін түсірем деп айтам. Егер мен одан бірдеңе қалап тұрсам, өзің қалағаныңды бер деймін. Типа мүмкіндігіңше бер. Ал егер мен оған вообще типа полный иметь еткім келіп отырса, мен айтам: мынандай теңге тұрады деймін.
болды. Оған расклад түсінікті уже. Ал енді мен қалағаныңды бер деп айттым ба, ол адам бір теңге ұстатып кетсе де мен ренжуіме құқығым жоқ, мен өзім аузымнан шығып тұр ғой. Қалағаныңды бер деп қиналмай жаңағындай қанша бергің келеді. Мысалы кеше менде бір консультация болды. Менде консультация 20 мың теңге да, мысалға. И сағатына? Иә, бір сағатқа. Біз енді көп отқан жоқпыз, осындай. Жалпы ол адамнан мен ақша алғым келген жоқ. Сосын мына жерде бір период болып тұрды. Сосын ол адам айтты, типа, кейін мен кетіп қалдым ол жерден. Айтқандай консультация беріп, все жақсы болды ма, онда болды, кеттім де кетіп қалдым. Мен ақша айтқан жоқпын. Кейін жазып жіберді, қанша жіберім керек. Мен жазып жібердім просто. Қанша жағдайыңа жетеді, соны бере берсең болады дедім. Типа мен ешқандай реніш жоқ, потому что мен от души айттым жалпы бұл нәрселерді. Сосын ол айтты, негізі көп информация айттыңыз ғой, осындай айтты. Жоқ, мен проблема жоқ, қанша жіберсең де дедім да. Сосын ол аударып жіберген. И ол менің бағамнан аз аударды да. Мен оған ешқандай ренжіген жоқпын. Наоборот, маған ол да көп сияқты болып тұрды да. Себебі типа менің айтқан информациям мен үшін ол түк емес. А оған ол көп информация болып тұр да. Әңгіме түсінікте да. И ол да разы, мен де разымын да. Әңгіме бұл жерде екі адамның разылығы ғой, бір-біріне. Мына жерде бір тоқталып айтып кететін не бар сияқты деп ойлаймын да. Мен өзім сенің айтқан әңгімеңді мен былай түсіндім да. Сенің не ойлап тұрғаныңды ешкім түсінбейді. Нақты сен айтуың керек. Ашып айту. Мысалға, бірдеңе ұнамай тұр ма? Мына нәрсе маған ұнамай тұр. Яғни ренжіп, бұлданып, оған андай қабағың түйіп, андай тарсылдатып болады ғой. Соқса алмай, жауап бермей емес, нақты айту керек сияқты деп ойлаймын да. Мен мынандай болған кезде разымын, мына нәрсе маған ұнап тұр, мына нәрсе маған ұнамай тұр деп та. Менде енді отбасылық жағдайда менде үйленгеннен кейінгі келісім сондай болды да. Мен айтамын, келіншегіме келіп, Ақнұрға келіп айтамын, келісіп алайық қазірден бастап. Мен түсінем, мен де идеальный адам емеспін, сен де идеальный адам емессің, барлық адамның кемшілігі бар. Бірақ бір нәрсе ұнамай қалса, андай намекпен жасау керек емес деймін да, потому что менің түсінігімде ол норма болып есептелуі мүмкін. Сенікінде ол норма болмауы мүмкін. Мысалға, мен достарымның көзінше әйелімне прикол ұстау маған норма болып көрінуі мүмкін. Бірақ ол үшін айтады, мен өзімнің ыңғайсыз сезінемін, мен өзім. Сол үшін айтамын да, ұнамай жатыр ма? Келді айт. Мәтжан, мына нәрсе маған ұнамай отыр деп. Себебі ешбір адамның ойын оқи алмайды. И ол ақша болсын, ол отбасылық жағдайы болсын, ол таныс емес адамның сені мысалы құшақтауы болсын, кез келген ситуацияда сен просто ойлап қана қоймай, соны айтып та білуің керек деп ойлаймын. Егер өзіңнің сол позицияңды айтпасаң, ешкім сені түсінбейді деген ойға келіп отырмын да. Ол дұрыс нәрсе ғой. Ашып айтқан жақсы да, және екінші тарапта ренжімеу керек та. Типа, қабылдап білу керек. Звездовать етіп кетті. Ол может сол ақшаға мұқтаж болып тұрған шығар. Мысалы, мен біреуге айтамын, түсіріп берші деймін, ол айтады мысалы, тапа, осындай ақша бер десе. И менен ақша сұрады кезінде, менен үйреніп алып еді деген әңгіме болмау керек та. Мұқтаж болып тұрған шығар қатты. Енді сен ренжігенше лучше айт, мә сен сұрап тұрған ақшаң кішкене маған қымбат болып тұр деп та. Сен мынандайға істеп бере аласың ба? Может, ол оған істеп беретін шығар. Мен андай таныстарға да айтамын да. Мен қазір өз бағамды айтамын деймін. Сосын сен оған қиналып тұрсаң, айт қандай сума саған ыңғайлы деп та. Мысалы, егер де реально менің адам фотограф ретінде емес, адам ретінде мен көмегім керек болып тұрған болса. Потому что мен тек қана типа маман деп жүре бермеймін, мен бұл айтқанда адаммын да. Менің де шығындарым бар дейсің. Сосын екінші тарапта ренжімеу керек. Ақша сұрағанда да, не істегенде де мысалы, ол реніш болмау керек та. Сосын тағы айтатын, біреуге тегін түсіріп берем деп айттың ба, ақша алғандай түсіріп бер. Болды, бұл жердегі фактор сол. Ал өйтіп түсіргің келмей ма, онда ақшаңды айт, ұялмай да. Просто ана не туда, не сюда қылады, не анауың жоқ. Мен всегда айтамын да, сен сол кезде айтқанда деймін да, ақша сұрап, мен ақшаңды берер едім. Или болмаса, просто басқа біреумен келісер едім деген әңгіме ғой, который жауапкершілігі бар, до конца соңына дейін апаратын. Ол анау да жоқ, не мынау да жоқ. В общем, айналғанда просто бір материалдар тұр үйде. Жесткий дискте.
оның өзінде де жылан жоқ, монтаждайтын, монтажға да келмейді анау. Балаңның садигін достықпен төлей алмайсың ғой да. Иә. Қарамайды Ақша ғой. керек па, сұрау керек па. Енді бұл фото тақырыбын жабайық та. Мен сенің жалпы саяхаттап жүргеніңе мен кәдімгідей қызығамын да, себебі өзім шетелге шыққаннан кейін бір-ақ рет шықтым, бірақ маған өте қатты ұнады. Адамдармен көру, танысу, олардың қалай, мысалға бізде көшелерде машиналар сәл тұрып қалса сигнал басып жынданса, бір кейбір шетелдерде мүлде жынданбайды. Олардың қабылдауы басқаша, туристермен сөйлесуі басқаша, олар көмектескіш болады деген сияқты бір какой-то, енді негативті жақтары бар, плюс та жақтары бар. Яғни сен бір опыт алып келесің өміріңе. Сенің неңе қарап, сен риск жасап Турцияда 3 ай тұрып келдің, кеше жақында 1 ай Азияның елдерін аралап келдің мысалға да, ол тем более 1 жыл бұрын жоспарлағансың оны да, оның барлығы қалай келді, саған не беріп жатыр, шетелде не көрдің, не ұнады, не ұнаған жоқ, қысқаша бүйтіп айтып кетсең. Жалпы саяхаттың темасы үлкен мәселе тақырыпта. Жалпы жаңа сен айтып отырсың, шетелде не түйдің деп та. Менің бір түйгенім, соны айтып жіберейін, бұл керек нәрсе. Жалпы біздің халық ментально әлі өскен жоқ. Саяхатқа ма? Жоқ, вообще біздің ана шетелде көрген менталитетпен біздегі менталитетті көремін ғой, мен таңғаламын. Жалпы біздер мүмкін халықтың жағдайы жоқтан біз ашулы шығармыз, көп жерде псих шығармыз, білмеймін. Жалпы біз өте қызуқандымыз, мүмкін қанымыз түркі болғасын ба, білмеймін да. Жалпы элементарно қара, мен шетелде жүрмін, шетелде баламен жүрмін ғой, кезексіз өткізеді мен баламен жүргенім үшін. Ар жақтағы қызмет көрсететін тарап, келіңіз без очередь өтесіз дейді. Без очередь өтіп баратқан кезде мын жақта тұрған халық бар ғой өзінің, коса қарамайды, ашуланбайды. Давай өтіңіз деп сөйтіп тұрады. Даже сен артта тұрып қалсаң, сені алдағы адам көріп қалса, баламен тұрған, келіңіз өтіп кеттіңіз деп айтады. Яғни халықтың сана сезімі сондай деңгейде. Енді мен бүткіл шетелден келіп, как будто шетелде мен өз елімде жүргенде сезіндім да, өз еліме келген кезде как будто бір чужой сезіндім. Мысалы, Алматының аэропортына қонған кезде адамдардың бәрі түрлері дейтін қауақ түйіп алған, бір депрессияда жүрген адам, бір шетелден қыдырып жатқан адамға ұқсамайды. Хотя сол бір самолеттен түсіп жатыр ғой. Бұлай, даже элементарно шетелдегі ана бәрінен бүйтіп өтіп келген кезде шетел азаматы болады, сосын өзіңнің гейтіңе келген кезде қазақтар отырады ғой. Сол жерден бастап атмосфера сезіледі Қазақстанның. Мысалы, Турциядан біз Ақтауға ұшып жатқан кезде сондай болды, баламен жатқан кезде бәрі бірдеңе деп баланы андай күшті қылып қарсы алып алады. Қазақтардан келген кезде бәрі олай, білмеймін не үшін, неге ол жылайды ғой деп. Жоқ, мен халыққа тиісіп отқан жоқ, біз өзім де сондаймын. Біз бәріміз сондаймыз, жалпы білінбейді, бірақ біз сондаймыз. Шыны керек. Мен біреуге де істеп, мен бәрім күштімін деп отырған жоқпын. Мен өзімде де айтам ғой, кеше мысалы Таиландқа, неге Балиге барған кезде де бүйтіп қарсы алып жатыр, сен заттарымды көтеріп көмектесіп жатыр, соның бәрін көрген кезде мен айтам, мен жабай адам екенмін ғой дедім де, өзімді жабай сезіндім. Аналардың мәдениетін көрген кезде. Бізге әлі өсу керек, өз-өзімізді мен біреуді тәрбиелемеймін, жалпы мен өзімді тәрбиелеп жүрмін. Мысалға, бала жылап жатқан кезде самолетте нормально қарау, бала теуіп жатқан кезде нормально қарау, бала мысалға біреулер бар, мысалы машинасының таксилерде мысалы сиденье бала басып кетсе ренжиді. Мен ойлаймын, оған да нормально қарау керек та. Ол бала, потому что балада әлі ақыл, сана сезім дамымаған, сен мынаны бүйтіп баспа деген сөз түсінбейтін балаға сен қалай бірдеңе айтасың. Оған ұрыссаң да, еркелетсең де толқы жоқ, оны просто байлап қоясың да жылатып отырасың, болды. Тоққа сым тығып жүрген балаға не дейсің? Иә, ол ештеңе түсінбейтін балада. И осы мен айтқым келетін, бізге ментально өсу керек, болды. Біз шама келгенше өзімізді тәрбиелеп, сосын бізде айтпақшы кезектің тәртібі жоқ. Мен шетелде көрген кезде бізде адамдар жалпы бір-біріне бүйтіп жалғасып тұрады. Мысалы бір кезекте тұрсаң или кассада мына жерінде келіп түйіліп тұрады да адам. Маған ыңғайсыз, лично маған жеке өзіме ыңғайсыз. Кішкене әрірек тұрса болды. Сосын келесі келіп жатқан адамда мынау әрі тұр екен деп қыстырылып кетпеу керек. Ол жай тұрған жоқ, ол кезекте тұр. Кейін ол тұру керек, одан кейін ол тұру керек. Сосын бізде мынандай бар, сотке үңіліп қарайтын бар да.
бір жерде тұрсаң бүйтіп қарап тұрады, бүйтіп қарайсың, ол қарап тұрсаң да ыңғайсызданбайды, бүйтіп қарап тұра береді. Лайк басшы деймін. Ол вообще қате нәрсе да, ол дұрыс емес нәрселер көп жалпы да. Біз соны үйренуіміз керек. Енді шетелде бәрі күшті деп айтпаймын, минустары да бар, ол шетелдің жаман жерлері бар, біздің қазақтың күшті жерлері бар деген сияқты. Бірақ енді бұл жерде бізге шетелдің жаман жері бізге керек емес. Бізге шетелдің жақсы жері керек та, сол жақсы жерді мында алып келуіміз керек. Манағы менің Алматыға барып, Ақтауға кейбір заттарды алып келген сияқты қылып көру керек. Мысалы мен Турцияда идеология деген нәрсені үйрендім да. Бізде қазақта әлі идеология деген нәрсе жоқ. Оларда іштерінде анау бір партияның адамы, мынау бір партияның адамы, мынау бір партияның адамы болып жүреді бір-бірімен да. Қазір келді анаған барып түріктер жаман деп айт, или Турция жаман деп бір қосылып сен бытышын шығарып жібереді. Потому что оларда андай бір тудың астына жиналатын несі бар, идеологиясы бар да. Өзара разногласие болатын болса да, жаңа көзқарастар әртүрлі болатын болса да, әңгіме туға елге келген кезде бірге салады бүйтіп. А бізде бірігу жоқ. Мен сол нәрсені үйрендім. Мысалы Турцияда жалпы мен жүріп тақия шапан киюге, неге біз қазақтар кимейміз деген нәрселер пайда болды менде. Мен мындай сол Турцияда 3 ай тұрып келгеннен кейін Қазақстанға келіп өзім шапан кигім келіп, тақия киіп сөйтіп бастадым да. Былай айтқанда Турцияны көріп алып, мен түрік болып кеткен ештеңем жоқ. Мен өзім біз не алсақ болады деген сияқты. Мен енді қазір Малайзияға барып алып, андай жаңағы сабырлы болуды, көркем мінезді болуды, жаңағы ол жақтың адамдары өте кейде өзіңнің андай бір таксиге бірден түсіндіріп жатқан кезде аналар бүйтіп тұрған кезде, мен по идее жабайладып отырмын ғой деген нәрселер болады да. Сосын кішкене өзімді басамын да, жоқ, кішкене сабырлы болайын деген сияқты да. Реально біз білмеймін, жабай деп айтқан дөрекі болатын шығар, бірақ кішкене сәл үйренуіміз керек. Мен мысалы Ақтаудың адамдарына да айтамын да. Мысалы алдына бір таксиге міндік, отырмын, бұл келгенше боғазы езіп жатыр. Мен айттым, брат, көп боқтайды екенсіз дедім. Сен қай жақтыкісің дейді. Ақтаудыкісің. Өзіміз ғой бірде тағы боғаз бір тық жіберді да. Сен айтамын да, Ақтаудык болсақ не боға жабай сөйлеу керек па деймін да. Енді біздер сондаймыз ғой, біздер нормально ғой деген сияқты айтады да. Мен айтамын, жоқ, кішкене өсейік та, мәдениетті болайық та деген сияқты. Мен реально өзім өзгергім келеді. Басқа адам болғым келеді, мәдениетті болғым келеді, культурный болғым келеді деген сияқты ғой. Әлі де бойымда процесстер жүріп жатыр, былай айтқанда, жақсы адам болудың. Ал енді жаңа шетелдегі айтатын нәрсе сол, жаңа сенің айтып отқан лайфхактарың, егер де сіз шетелге шыққыңыз келетін болса, шетел қымбат емес біріншіден, екіншіден арзан жолдары бар. Мен өзіме не жасадым? Саяхаттаудың, соны айтып кетейін. Жалпы 3 адамға саяхаттауға болады да, шетелге шығады. Бірінші, сен инспектор гаджет болу керексің. Ол қалай? Техниканы, телефон, смартфонды жетік меңгерген адам болу керексің. Тіл білмесең де переводчикпен сөйлесіп кететін, карталарды сразу разбираться ететін, маршруттар сыза алатын, анан бәрін былай надо будет поисктан фотомен поиск жасайсың ба, үшім программаның бәрін ішіп жеп қойған адам болу керексің. Сонда сен саяхаттап жүре бере аласың. Екінші адам, сен инспектор гаджет болмасаң, онда сен шустрый, және тілді қатты білетін адам болу керексің. Мен тіл білетін адамдарды көрдім, бірақ шустрый емес. Олар тіл білген пайдасы жоқ. Жалпы осы жерде инспектор гаджет болсаң да шустрый керек. Тіл білсең де шустрый керек. Екінші адам шустрый болу керек, және тілді жетік меңгерген болу керек. Былай айтқанда, ана адамға ағылшыншада керек сөзді айтып білу керек қой. Бір жерден өтіп кету үшін, бір жерден жол сұрау үшін да. Антырап білу керек қазақта. Енді осы екі навык болған жоқ па, бай болу керексің да. Турфирма барасың да, төлейсің, давай мен жетектеп жүр деп айтасың. Осы 3 нәрсең болса, саяхаттап смело жүруге болады. Мен жалпы бірінші типтегі адаммын. Мен жалпы өзім мамандығым программист болғандықтан, жалпы техниканы кішкентай кезден бастап меңгергендіктен мен жалпы картаны, ориентир жасау, жоспарлау деген нәрсе мен бойымда бар да, бірақ мен тіл білмеймін. Сосын мен ұялмаймын бір нәрсені сұрауға. Мысалға элементарный кеше саяхатқа барған кезде Малайзияда жүрміз, мен қасымда ағылшынша білетін адамдар бар, келіншегім аз-маз ағылшынша біледі, апам бар, ағылшын пәнінің мұғалімі, енді бәрі де мықты емес қой ағылшыншадан. Соны бала жылап жатыр, кішкентай бала, енді 9 айлық бала, 9-10 айлық бала. Емізіп алың дедім.
бір жерге кіреді ғой, короче, бутикке да. Сосын мен бір қолымда мусорлар болды, соны тастап бутикке келатсам, ана үшеуі әлі тұр, ана продавецке бірдеңе емізу деген сөздің переводын таба алмай отыр ғой. Сосын мен келдім да, беби деймін ғой, короче. Дәл осылай алдым да, беби дейдім ғой, ана бір кез, окей деді да, бүйтіп ана жаққа апарып кіргізіп жатыр да. Алар әлі тұр, ана былай айтқанда әдеби тілмен сөйлейін деп тұр ғой. Зачем ол әдеби тілмен сөйлеп? Самое главное, қажеттілігіңді алсаң болды. Иә, болды. Сол жерде айтам да, кішкене ұялмау керек та, андай ынжық болмау керек та. Ұятың болу керек, бірақ ана ар деген нәрселерді аттап кетпеу керексің да, ұятың болу керек, әдебің болу керек, бірақ ынжық болмау керексің да. Ынжық пен ұят бізді шатыстырып кеткен да. Өте қатты түсінемін. Иә, ынжық болмау керек, бір сөз айтқанда, кәдімгідей шустрый болып, өзіңе керегіңді алып, бірақ біреудің ар ожданынан асып кетпеу керексің да, біреуді жерге тығып кетпеу керексің. Шустрый, мысалы, кейбір адамдар шустрый болуды былай есептейді да. Наглость деп түсін. Иә, ол деген мысалға машиналарда көп байқалады. Иә. Машинамен келе жатсаң, светофорға сен кезекке тұрасың ғой. Иә. Алыста пробка болып тұр, и біреулер әдейі өтіп келіп бүйтіп сұрайды ғой светофордың қасынан. Яғни ол 5-10 минут шыдамай сұрап кіріп кетеді, и ойлайды ол шустрылық деп та. Ол негізі мәдениетсіздік деп есептеймін мен да. Ол өте айырмашылықты қатты білу керек та. Ынжықтық туралы мен қазір шығар бір жақсы сөйлесіп, керегімді алып деген сияқты сұрай алатын. Бұрын мен өте қатты ұялшақ болдым. Ұялшақтықта емес, бір барып сұрау, как будто бір саған ұрсатын сияқты болып, қиналып тұрады да. А ол менің ойымша біздің адамдардың қателікті кешірмеуінде сияқты да. Мысалға сен орысша мәкке знак дұрыс қоймай айтып жіберсең, бір сөздерді дұрыс емес қолдансаң, қате жазсаң, үтір дұрыс қоймасаң, кәдімгідей саған езгілеп тұрып, қатеңді бүйтіп, мынау былай ғой, сен білмейсің ба, күліп, сені кәдімгідей жер қылып айтып тастайды да. Сен даже шетелдіктерде ондай байқалмайды. Сен орыспен орысша қате сөйлесіп тұрсаң да, ағылшынмен ағылшынша қате сөйлесіп тұрсаң да, олар кешіруге дайын. Олар түсінеді, сен енді үйреніп отырғаныңды да. А біздерде ондай өкінішке орай жоқ та. Бізде даже қазақша үйреніп жүрген адам қате сөйлеп қалса, соны сөкіп тастайды. Иә, бізде мысалы сол фрилансерлердің чатында дәл сондай оқиға болды да. Жас балалар жазады, мысалға, мен мобилографпын, там осылай деп жазған кезде қателерін жөндейді, немесе бүйтіп айтшы, неге бүйтпейсің дейді да. Сосын мен кеше чаттағы адамдарға айттым, жігіттер, қыздар, түсінемін, сендер ақылдысыңдар, білімдісіңдер, там ақша көп табасыңдар, орта көп көрдіңдер, оның қателігін көріп тұрсыңдар да, но ол тырысып жатқан адам ғой. Ол енді мана сен айтып отқан, енді жүріп келе жатқан бала құлап қалса, сен құлап қалдың ол мал деп айтпайсың ғой. Қайта оны түсінікпен қарайсың, ана бірінші рет құлап жатыр, қазір екінші рет пытаться етеді. Сен ол жүре жөнделеді ғой. Соған аса қатты мән беру керек деп ойлаймын да. Сол кезде біз жақсы боламыз. Но жаңа сен айтып отырсың ғой, біз таксист видео айтты деп та, сол сөз маған ұнамайтын сөз. Типа біз ақтаулықтар өзіміз сондаймыз ғой, дөрекі сөйлейміз ғой деп өзімізге стереотип құрамыз да. Яғни портрет, Ақтаудың адамының портретін құрамыз. Ол боқтайтын, ол дөрекі сөйлейтін, ешкімді там менсінбейтін, жабайы да емес әңгіме. Сондай бір портрет құрып тастағанбыз да. Одан бөлек қазақтың портреті бар. Кез келген жерге кешігіп барады, еңбекті жақсы көрмейді, еріншек, жатай береді деген сияқты да. Менің ойымша немістердің барлығы пунктуальный емес қой. Бірақ стереотип бар, немістер уақытында келеді. Там, мысалға, швейцарда адамдар есепке күшті деген сияқты, американецтер еркін деген сияқты да. Олардың ішінде де еркін емес адамдар бар, ынжық адамдар да бар, олар депрессияк адамдар бар. И оны біз түсінуіміз керек та. И біз қазірден бастап қазаққа дұрыс сапа жағын айтуымыз керек та. Қазақтар кешікпейді негізінде. Ата-бабамыз, мен ойламаймын, ата-бабамыз бір кешігіп жүрді деп та. Ол бертін келе қойылған бір стереотип сияқты да. Қазақтар кешікпейді, қазақтар ақылды, қазақтар мәдениетті, қазақтар үлкендерді сыйлайды. Яғни японецтерді айтамыз ғой, үлкендерді сыйлайды, олардың ішінде де сыйламайтын адамдар бар. Бірақ біз сондай нәрсені айтып бастасақ, үлкен адамдар болып па, артымызда еріп келе жатқан адамдар, кішкентай балалар айтады, қазақтар кешікпейді, олар яғни кешікпей бару керек деп ойлайды. Біздер кішкентай кезімізде айтамыз, қазақтар сондай кешігіп бара береді, қазақтар бүйтеді, там
өзімізді өзімізді айтамыз, артымызда өсіп жатқан адам оны құйып жатыр да, значит мен кешіккенім это норма деп ойлайды да. Сондықтан менің ойымша бізге жаңа стереотиптер ойлап табу керек. И соны біз айтуымыз керек. Негізі қазақтар мықты болған, батыр болған деген. Қалай шыққанын білесің ба? Стереотип деген нәрсе. Жалпы біз өзіміздің қателіктерімізді аламызды біреуге артып тастайтын бойымызда зат бар да сондай. Мысалға кешігіп келіп, қазақ сондай. Яғни мен емес, бүкіл қазақ сондай, кешігіп жүреді. Типа боқтады ма? Мен емес боқтап жатқан, просто Ақтауда бәрі боқтайды деген тема да. Бірақ енді ортаның влиять ететін нәрселері бар. Мысалға да мен Алматы жақта жүрсем кішкене мәдениет сөйлеп жайлап өзгеріп бастайды да, мында келген кезде қайтадан дөрекілік пайда болып бастайды. Себебі біздің жақта сыпайы сөйлесең, сен бір жаңағыдай майысып тұрған бірдеңе сияқты болып көрінесің де, сол үстіңнен басына береді. Bir кезде сен өзің мінезіңді көрсеткен кезде жайлап бір кезде қызмет жасап или жүгіріп кетеді да, мысалға. Енді всегда бірақ сондай екен ғой деп сен жабайы бола беруің ол дұрыс емес нәрсе да. Сондықтан бізде мынандай нәрсе бар, бір ошибка жасады ма, оны біреуге артып тастау бізде кәдімгідей өте қазіргі уақытта мода болып кеткен ғой. Былай болып тұр ғой, егер сен қателік жасасаң, егер сен дұрыс емес нәрсе жасасаң, тағы басқа болса, оған мысалы Ақтау қаласы или Алматы қаласы бүкіл қазақ кінәлі емес, сенің өзің сондайсың. Өзгерейін десең, солай жақсы сөйлейін десең сөйлейсің ғой. Боқтамай да сөйлесіп жүріп қой. Ешқандай боғауыз айтпай. Ашуыңды білдірейін десең де боқтамай да ашулануға болады. Не обязательно андай бірдеңенің бірдеңесіне жетіп, бірдеңе қылып. Сен апашқа ұқсап сөйлеп жібердің ғой. Мен ол нетіп жатқанда нетіп жатыр ғой. Сол осындай көңілді нотада бүгінгі подкастымызды аяқтайық. Келіп уақытыңды бөлгеніңе көп рахмет. Өте бір қызықты подкаст болып есептеймін. Егер сіздерге осы подкаст ұнаса, лайк løпілі басамыз, пікір жазамыз, достарымызға жібереміз, қиып тиктоктарға саламыз. Бізді парақшамызды белгілейміз, себебі қазақша контенттің дамуы біз үшін өте маңызды. Көп рахмет. Саған да көп рахмет. Подкаст дами берсін, өсе берсін. Алмасаң да просто айта берейін. Өте жақсы болды, күшті болды. Іште жиналып тұрған нәрсені біраз айтып, бірақ айтылмай қалған нәрселер де көп. Бір зат айтып жіберейінші, айтпақшы, может қиып салып жібересің, саған керек деген нәрсең. Жалпы қысқаша айтып жіберейін, саяхаттау ол қымбат емес, ол мүмкін нәрсе. Және бір жерден қарамау керек. Арнайы сайт, мысалы Air Астана сайтынан, өзі қай компанияның несі бар, соғыштан қарау керек билеттерді. Және билеттер андай Инстаграмда қазір көп, мынандай теңгемен мен мына жаққа бардым дейтін да. Жалпы ол нәрсеге де алданып қалмау керек. Себебі ол өтірік емес айтып жатқаны, бірақ ол 365 күн бойы сол бағада тұрады деген не жоқ. Яғни әр нәрсенің өзінің сезоны бар. Бір сезон өтпей қалған кезде ол билет арзандайды, сезоны болып тұрған кезде ол нәрсе қымбаттайды. Гостиницаларда дәл сондай. Мысалға кейбір кездерде гостиницалар қымбат болады, кейбір кездерде гостиницалар арзан болады. Ол адам бір арзан кезде барып қалған болады, сол үшін сондай баға шығады. Например, менің Малайзияда алған гостиницам 20 000 теңге деп жаздым, бірақ оның ішінде айтып кеттім, ол ерте брондағанның пайдасы деп жаздым. Себебі сол күні мен өзім қараған кезде ол гостиница 51 мыңнан тұрды. Осындай нәрселер өйстіп, жалпы саяхаттаған кезде былай айтқанда аналитика жасау керек, іздену керек, қарау керек, жоспар жасау керек. Дәл солай саяхаттауға болады. Саяхаттаудың егер арзан саяхаттаған келсе, және қызықты саяхаттаған келсе, ізденімпаз болуың керек сияқты. Кәдімгі отырып, мониторинг жасау керек. Мониторинг жасап, мына жерде мынандай, мына жерде мынандай, былай деп әйтпесе қиын болады сияқты. Сол. Все онда. Тағы бір айта кететін жайт, саяхат деп жатырық қой, ең мықты Маңғыстаудағы оператор ол саяхат екенін ұмытпаңыздар.